Дамир Амантайдың «Қыз жоқ» деген пьеса. Режиссері Аружан Елеу. Сіз сәлеметсіз бе? Менің есімім Аружан Елеу болады. Мен осы артықшылық театрының актрисасымын, режиссермін, және осы Арқалаптағы Арқалап политех театрында жұмыс істеймін. Мен студенттерге актерлік шеберліктен сабақ беремін және режиссермін. Добрый вечер. Хотела просто сказать вам, если что, можете поближе сюда пересесть, чтобы вам было видно, более удобно, хорошо? Спокойно передвигаться, если вам, например, неудобно, не видно. Вот, сейчас мне попала пьеса на казахском языке, чему я очень рада, потому что у меня есть какая-то, скажем, заинтересованность в том, чтобы ставить пьесы на казахском языке. Мне в целом интересно, куда движется современная казахская драматургия. И сегодня в моей читке участвуют студенты, которым я, собственно, преподаю, студенты театра Артлаб. Поставим. Дамир Амантай. Қыздың жоқ деген. Сенімсіздік туралы драма. Сюжеттің қысқаша сипаттамасы. Белгісіз біреуден таяқ жеген өз-өзіне сенімсіз жігіт сүйген қызына көңіл білдіреді. Бірақ ол жоқ деген жауап естіп, кейіннен өзін сабаған адам қыздың абьюзер жігіті екенін анықтайды. Қатынасушы кейіпкерлер: Арман, өз-өзіне сенімсіз, комплекстері көп жігіт, 18-де. Мақсат, өзіне сенімді, еті тірі ер азамат. Арманның ағасы, 25-де. Еркебұлан, Арманның ең жақын досы, көңілді, ұсақ, ақылды жігіт, 18-де. Томирис, Арман сырттай ұнатады, көңіл білдіруге бата алмай жүрген қыз, 17-де. Аружан, астаналық студенттік қыз, кофеханада даяшы, Мақсаттың ұнататын қызы, 20-да. 10 шақты көрермен, қосалқы кейіпкерлер. Жыныс, жас, басқа да ерекшеліктері маңызды емес. Пьеса оқиғасы қазіргі заманда орын алады. Сюжеттің негізгі бөлігі Алматы қаласында, басы мен соңы Астана қаласында өтеді. Пьеса толыққанды 8 сахнадан тұрады, және 5 түрлі локация қолданылады. Бірінші сахна, күндізгі уақыт, Астана қаласындағы кофехана. Мақсат, 2 адамға арналған кішігірім үстелге келіп жайғасады. Сөмкесінен планшет шығарып, бір жұмыс істеуге кіріспекші болады. Оның жанына даяшы Аружан келіп, үстеліне кофе және торт қояды. Аружан: Мақсат аға, айтыңызшы, сіз не күнге мұңыз чизкейк жейсіз? Бір рет болсын медалектен көрмейсіз бе? Мақсат: Ой, мен деген өзіме қатты ұнайтын нәрселерге қатты берік адаммын ғой. Чизкейк деген сұлуым бар кезде медалек көзге де көрінбейді. Аружан, сен өзі маған аға деп сөйлегеніңді қашан қоясың? Өзімді бір түрлі үлкен біреу сияқты сезіп кетемін. Ағай, қызықсыз. 20-ға енді ғана толған студент қыз, айға 25-ті айтып жүрген ер азаматқа аға демегенде не дейді екен? Сенің айқай 25 деген көне дәуірдің әнін білуің таңғалдырады. Жанындағы лампаны бұрап, жарық осы батырмасын басып көреді, бірақ жанбайды. Әлі жөнделмеген екен ғой. Жаңа лампа алынып бет? Иә, бұл жап-жаңасы, бірақ жанбайды. Негізі, сіздің кесіріңіз. Сіз келе бастағалы, бұл жердің лампасы мүлдем жанында қойды. Ауыстырсақ та сол. Ойлап қарасам, қарғысыңыз деген сияқты. Ой, сен де айтасың, белі. Қосымша жарықсыз-ақ жұмыс істей береміз. Қымбатты Аружан, қалай ойлайсың? Ақырындап маған аға деудің орнына жаным деп атай бастасаң қайтеді? Ағай, қойсаңызшы ондайды. Ұялмайсыз ба? Маған ондай қалжыңдар мүлде ұнамайды. Ешқандай да әзіл емес бұл. 100% шындық. Аружан, сенің көздерің тура бір бағалы асыл тастай құлпырат, тамсанып қарай бергің келеді. Я. Ал мені күн жүрегіңізді ерекшелетіп, ойыңызға ерекше күш береді. Мақсат аға, ондай сөздерді үнемі естіп келемін ғой. Біреу маған әрбір жігіттен естіген комплимент үшін 1000 теңге беріп отырса, баяғыдан жап-жаңа айфон алып үлгереді. Ендеше былай келсек, сен маған аға деуді қоясың, мен саған бұдан былай мүлде қырындамай. Келістік пе? Мақсаттың телефоны шыр ете қалды. Ол телефонын алып, экрандағы анашым деген жазылды. Мамасының қоңырау шалып жатқанын байқайды. Жақсы,
сіздерге келтірмейсіздер. Мақсат аға. Мақсат қызға жалт бұрылып, таңдана қарайды. Даяш Аружан кетіп қалады. Осы қыз бір түрлі, бірақ өзім үшін осында келе беретін болды. Экранды төртіп, қоңырауға жауап береді. Сәлем бердік, мама. Қалыңыз қалай? Алматының ыстығы басыңызды ауыртып жатқан жоқ па? Ереше өртеніп жатыр дейді ғой, соңғы кездерде. Біраз уақыт жауабын естіп, аха, сияқты тиісті дыбыстар шығарып отырады. Астанада бәрі дұрыс па? Жұмыста сол орнында денсаулығыңыз қалай? Бәрі жақсы ма, мама? Жағымсыз жауап тыңдап, бетінен күлкі кетеді. Түсінбедім, мама. Арманға не болды дейсіз? Мұқият тыңдайды. Ол біреулермен төбелесіп жүрмес сонда? Емханаға апардыңыз ба енді? Әлбетте, мұғалімдер дөңгелмейді ғой қағаз жұмыстарға көмілген байғұстар. Дұрыстап көңіл бөле алсын ба? Жақсы, мама, мен осы апта соңында Құдай қаласа бірер күнге демалыс алып Алматыға келемін. Сіз Арманды сұрақтармен мыжғылай бермеңіз. Одан бетер ашуланып бірдеңені артық қылып жүрер. Жақсы, мама, уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Мақсат телефон қойды, бетін сипалап күрсінеді. Аружан Мақсаттың қасына келіп, оның көңілсіз екенін көреді. Мақсат аға, не болып қалды? Бәрі жақсы ма? Иә, бәрі дұрыс. Өзін-өзі қолға алып, күлімдеп қарайды. Мен апта соңында бірнеше күнге Алматыға барып қайтатын болдым. Отбасылық жағдайлар шығып қалды. Мен қайтып оралғанша сен ешбір ер адамға аға деп сөйлемей-ақ қойсаң, шын айтайын, өте күшті болар еді. Сізде бір қоймадыңыз ғой, отбасыңызда бәрі дұрыс па аға? Інім біреумен төбелескен бе бірдеңе. Өзі қатты таяқ жеген көрінеді. Аман сау екен, бірақ үсті басы гематома, миы шайқалған, қабырғасына зақым келген және көзінде фингал да бар. Барып мәселенің мән-жайын анықтау керек болып тұр. Аман сау болғаны шүкір. Жарақаттың бәрі жасады ғой, әлі-ақ түзеліп кетеді бәрі. Інім мүлде ондай емес еді, оны төбелескіш бала деп айтуға келмейтін. Сабағын жақсы оқитын, бұзықтық жасамайтын, үнемі дұрыс жүретін бала ғой ол. Бірдеңені бүлдіріп, сындырып, біреуді жылатып дерлікте емес ол. Енді міне төбелеспе басқама түк түсініп тұрған жоқпын. Бәлкім өзгерген де шығар, оны көрмегелі де әжептәуір болып қалды. Бірақ адам бұлайынан толықтай өзгере қоймайды ғой. Менің байқауымда бала арасындағы төбелес тек үш нәрсеге қатысты болады, Мақсат аға. Намысқа тиетін сөздер айтылса, немесе бір қызға таласып қалса, не болмаса біреу қоқаң-лоқы көрсетіп ақша ма, телефонда сондай бірдеңе талап етсе. Осы үшеуінің бірі болады деп ойлаймын. Басқа себеп болуының ықтималдығы өте төмен. Ұлдардың төбелесу психологиясы туралы қайдан білесің? Менің ағаларым көп қой, туған ағаларым. Олардың төбелестерін өз көзіме көріп өстім. Өзгелермен де, бір-бірімен де қырғызбай жүре алмайтын еді. Кезінде мені жақсы көрген балалардың барлығы солардың кесірінен қашып жөнелген. Бірақ қазір ағаларым табыстары бар, бизнестері де бар, бала-шағалы, сабыр түбір сары алтын деп отыратын философтар айналып кетті. Біз бір-бірімізді жақсы көреміз. Оларға бірдеңе болса да, мен де өз-өзіме тыныш отыра алмас едім. Сол себепті сізді жақсы түсініп отырмын. Ағалармен жақын болғаның жақсы екен онда. Өкінішке орай мен өз ініммен ондай байланысым бар деп айта алмаймын. Біздің қарым-қатынас бір шамалы қиындау. Мақсат аға, сіздің ініңіз тірі ғой. Тек өлім ғана проблемаларды шешілмес етіп қайтарып тастайды. Ал сіздің ініңіз әлі де тірі. Сізде барлығын реттеуге уақыт жеткілікті. Айтуға оңай ғой ол. Проблеманың тамыры тым тереңге жайылып, жапырақтары гүлдеп кеткен сияқты маған. Соншалықты не болып қалып еді? 8 жыл бұрынғы жағдай ғой. Түсінікті болсын десең айтып берейін. Мен соңғы сыныптамын, мектепті бітіруге аз қалған. Інім Арман 10 жастағы бұзық бала. Әлі дауыста жуандаған жоқ. Сақалы да шықпаған. Енді тығылып жалаңаш қыздардың суретін қарай бастаған кезі. Қаладағы нағашы ағамның үйіндеміз. Мамамыз жұмыста құлап, аяғын сындырып алған. Ауруханада гипстелген аяқпен тұра алмай жатыр. Әкеміз болса таңнан кешке дейін өліп-тіріліп жұмыс істеп жүр. Үнемі шаршап шалдығып, көңілсіз келеді. Төсегіне жатады да ұйықтай кетеді. Үйдің барлық тірлігін Арман екеуміз істеп жүрміз. Тамақта істейміз, үйді де жинаймыз, кірді де жуамыз. Әйтеуір тең тірейтін біз емес. Бір күні киноға барамыз деп шешеміз ғой. Аздап жинап жүрген тиын темен болатын. Соны алып алғанбыз. Қаланың ортасына бір-бір донерді жеп, мәз болып келе жатырмыз. Бір кезде көзімізге әкеміз іліне кетеді. Бір кафеде болды. Қасында әп-әдемі бір жас әйел. Екеуі құшақтасып алған. Сағызға өлердей таласып жатыр десек болады. Бірден тәбетім қашып сол кезде. Мені қояңдаршы, мен 17-дегі жігітпін ғой. Ескіріп, оң соңында түсініп қалған адамым. Әкеммен де онша жақсы болған емес. Оның өзі бізбен жақын болуға тырыспайтын. Маған да Арманға да жолығып берген болған емес. Ол кезде мен тек мамамның жағдайы алаңдатқан еді.
аяғы сынып ауруханада тұра алмай жатыр. Ал әкем болса бір бетіміз әйелмен мәз мейрам болып отыр. Арманға қиын болған шығар. Ашу-ызадан жарыла жаздады. Сол жерде бірден жаржал шығаруға дайын тұрды. Көтеріп алып қаша жөнелдім. Үн қатпауға көндірдім. Ол да тынышталып, айтқанымды жөндеп тапты. Бара жатқан киномызда жайында қалды. Үйге қайттық сосын. Ешкімге ештеңе айтқан жоқпыз. Bir күні Арман ешкімге ешқашан ештеңе айтпауға ант етуді сұрады. Тура өзінің сөздері бұл. Дәл осылай айтқан еді. Шаңырақ шайқалмауы керек деп ойлады ғой. Мен оған уәде бердім. Бірақ сөзіңізде тұрмадыңыз? Арман сияқты тіс жармай жүре алмадым. Сөздің тоқ етеріне келсек, сол кезден кейін әкеміз ашынасынан бізге әке болудан бас тартты. Алимент те төлеген жоқ. Мен үшін емес, мен 18-ге толып үлгердім ғой ажырасу процесі басталған кезде. Бірақ Арман үшін төлеуге міндетті болған. Әкеңіздің кетуін Арман сізден көрді ме? Солай сияқты, сол кезге дейін біз өте жақсы достар едік. Бірақ сосын байланыста мерекелік құттықтаулармен шектеліп қалды. Шақырып жүретін ол мені. Алматыға келсе деп, бірақ барғым келмеді, ұялдым бетіне қарауға. Демалыс кездеріне ғана сирек барып тұрдым. Оның өзі азғантай күнге ғана. Шыны керек, Арман екеуміз алыс туыстардай болып кеткен сияқтымыз. Оны мен қалай сөйлесерімді де ұқып тұрған жоқ. Қам жемеңіз, ініңіз ғой ол. Дұрыс сөз керек кезде табады. Аружан кетіп қалады. Мақсат тортын жеп, шайын ішіп ойға батыр. Бірінші сахна өтеді. Екінші сахна. Күндізгі уақыт Еркебұланның үйі. Жер үйдің кең әрі жайлы зал. Диванда өңкей жұмсақ моншықтар қатар отырғызылған. Кенет залға жап-жаңа костюм киген Еркебұлан кіріп келеді. Еркебұлан. Армысыздар, құрметті жиналған қауым. Алдыларыңызда тұрған мен, Еркебұлан Танатар, болашақ актер, модель, әнші және сұлу қыздардың любимчигі. Мені көргенде жүректеріңіз қатты дүрсілдейді, және мен оны өте жақсы білемін. Әрине, дәл қазір 9-шы сыныпта оқимын, бірақ күте тұрыңызда жетістіктерден бәрі алда. Сіздерге арнап бір әнімді шырқайын, қабыл алыңыздар. Мен сіздерге Авичи деген әншінің Hey Brother деген әнін шырқап берейін. Керемет ән ол. Жыл оқушысы байқауында айтатын боламын. Бірақ әншінің өзіне айтып қоймаңыздар, өтініш. Әнін айтуға құқық алмағандар, оны төлейтін ақшам да жоқ. Сонымен кеттік. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Терезенің тоқылдағанын естіп, селк ете қалады. Ойбай мама, есімді шығардың ғой, кірішке, есік ашық тұр. Залға Арман береді. Бір қолмен қабырғасын сипалаған, бір көзі көгерген. Шабалы ақсаңдайды. Ол бірден дивандағы ойыншықтардың жанына жайғасады. Арман. Өте, аса, күрделі, маңызды шаруа деп жазсын жіберген хатында. Мені мыналардың қасына отырғызып бақ сайын дермен азап қасығын келіп тұр ма? Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сізбен осылай амандасу керек сияқты ғой. Негізі дені дұрыс қоғамда бір-бірін дос деп қабылдайтын, араларында сыйластық бар адамдар бірін-бірі көрген кезде амандасады. Содан кейін өзге әңгімелерін бастайды. Әлде сізге келіндер сияқты сызылып сәлем салу керек пе? Мейлі, сәлем бердік сізге Арман мырза. Алды сәлемді, болды. Жарайсың, ұлтап енді. Кеше маман хабарласты маған. Қызықты сұрақтар қойды. Өте өзекті сұрақтар десек болады. Еске мынадай сөздерді салады. Не ғой Еркебұлан, ертең мен сабаққа бара алмайтын сияқтымын. Ауырып қалдым. Бір түрлі болып тұрмын. Тамағыма ангина шығып кетіпті. Температурам да бар. Апайларға түсіндіріп айта салшы өтініш. Сабаққа жазылған соң барамын. Справка болады деп айтасың. Не дейсің бұл туралы? Шынымен де ауырып тұрмын ғой. Әрине ауырып тұрсың. Көріп тұрмыз ғой. Біреу жақсы болып тұрып сенің боксерский кушы ретіндегі қабілетіңді тексерген екен. Жап-жақсы нәтиже шығыпты. Андағы тұрынмен мешіттің жанында қайыр сұрасаң, бейпазартар сияқты көңіл көтеруге ақша жинайсың. Ренжіме, дұрыс айту керек еді. Сені әуреленгім келмеді. Мені жетіп келіп ауырып тұрған жеріне мазь жағып береді деп пе едің? Әрекетсе соппен бутерброд әкеліп, қалың сұрап айтатын едің ғой. Дәл сондайды қалған жоқпын. Онсыз да маманың үшін абуза болдым. Сол да жетеді. Ей, сен ешкімге де абуза емессің. Тем более мамаңа. Уайымдайды ғой ол. Мен де уайымдаймын. Айтшы, не болды? Кімнен таяқ жеп жүрсің? Ой, білмеймін соны. Білсем, бақтан басым айналар едім. Өмір көрмеген түсініксіз бір жынды таяқтан түсті де бір шытымды шығарды. Башындық сол. Не үшін, не керек болды, не істеп қойдым, ешқайсысын түсіндірген жоқ. Қалтасынан пышақ шығарып бірдеңе істемекші болды маған. Қорқытқысы келді ме, әлде мені бауыздағысы келді ме, білмеймін. Қуанышқа орай бір әйел шыға қалды, айғайлап. Түсініксіз жынды тура сол сәтте машинаға отырып зыпты. Кім екеніне қатысты мүлде теория жоқ па? Шатасып кеткен сияқты, одан басқа ойымша ештеңе келмей тұр. Біреу ұрып тастауға дұрыс емес сипаттама берген, немесе ол өзі қателескен, білмеймін.
Құдайға шүкір қатты ештеңе болған жоқ, 2-3 аптада сауып кетемін. Ал мамаңа не үшін айтпадың? Сонша уайымдатып не көрінді? Ой, мама деген бүткіл әлемді басына көтеріп шулатып жібереді. Полиция, мектеп, көршілер, WhatsApp-та, чаттар барлығын шулатады. Сосын телефонға тікелей эфирді қосып алып бастайды әңгімесін. Менің баламды біреу сабап тастады, баламның құқығы тапталды, әділет деген қайда? Және тағы да басқа бла-бла-бла дейді. Президентке ашық хат жазады, масқара қылып тұрып. Мен тура осылай ешкімнің назарына болғым келмейді. Түсінесің бе мені? Онда да тып-тыныштық болмағанда өтіп кеткен артық. Хорошо, түсінікті. Әрине, мен сенің ойыңды мүлде дұрыс деп ойламаймын. Орнында болсам өзім ақшын шығарар едім. Бірақ таңдау сенікі. Қалай десең солай болсын. Алайда мамаңа дұрыстап түсіндіруім керек. Мен оған алдында ғана мектептен кейін Истанбул университетіне түскім келетінін айтқан Еркебұлан. Қандай реакция болған айтайын ба? Пайда жоқ түсіндіргеннен. Онда бір өтірікті айт, тауып айт. Алтын айтатын жаны тыныш болсын. Болды, бірдеңе тауып айтарамын. Жабайықшы бұл тақырыпты. Одан да сен не істеп жатсың? Соны айтшы. Мына киімің не, мына ойыншықтар не? Жыл оқушысы деген байқау басталады. Сен ауырып қалмағанда оның не екенін білер едің. Соған ән айтып дайындап жүргенмін. Сүйікті көрермендер алдында жақсылып тұрып нәтиже көрсетіп, екінші орын алсам күшті болар еді. Неге екінші орын? Неге бірінші емес? Бірінші орынды тәрбиесі алғалы тұр ғой. Мектептің ханшайымы өте әдемі, өте сұлу, өте ақылды қыз. Қолынан келмейтін жоқ. Мұғалімдерге ұнайды, оқушыларға да ұнайды, балаларға да, маған да, саған да бәріне ұнайды. Оны жеңе алмайтын түсінікті өзіме. Арманның бір түрі ұялып қалғанын байқайды. Сен неге соншама қысыласың? Ешқашан да қысылған жоқпын. Бәрі жақсы менде. Емін-еркін отырмын. Томиристің атын айта қалғаннан соншама ұялып кеттің бе? Қайдағыны айтпашы. Тұрып сөздегі судан ішеді. Ой, сезімдерінен қысылма аяқ қой. Бәрі де дұрыс. Томирист күшті қыз. Тұр десе түрі, дене десе денесі, мінез десе мінезе бар. Күшті жар да, күштің келін де, күшті дос да бола алатын қыз. Құптаймын таңдауымды. Қандай таңдау? Сен деген мына ойыншықтармен әбден ойнап, біраз есінен адастайын деген екенсің. Томирис біздің сыныпқа 7-ші сыныпта келді. Сол кезде мен құрметті порталас досым, сен қызға бір қарадың да сынып қалдың. Мен Томиристі әдемі деп ойлаймын. Жақсы адам ретінде құрметтеймін, сөз жоқ, бірақ ол... Мені ондай өтірікпен қоламай қойшы болсын. Жақсы көресің ғой ол қыз. Оны балалардың бәрі жақсы көреді. Солардың неге тергемейсің? Сәкен, Дәуіт, Мирас, барлығы жақсы көреді. Маған жабысып қалдың ғой. Енді ең жақын досымның махаббат туралы ойламағанда кімдерді кім ойланды екенмін? Сәкен, Дауыт, Мирас дейсің бе? Үшеуі де иттен жаман. Қыздардың бәрі оларды жақсы көреді ғой. Ал бізді бірден керек кезде ғана естеріне алады. Тек Томирис қана маған адам сияқты қарайды қыздардың арасында. Пікірімді тыңдап, бағалап, қиын сабақтар бойынша көмек сұрап жүреді. Бірақ оныкі жай жылы ілтипат қой. Енді жылы ілтипат деген терең, тұңғиық, мөлдір сезімге махаббатқа айнала алады ғой. Сен сол себепті оған арнап өлең де жаздың. Я білем сен екеніңді. Ғашық ақынсымақ. Күштілік өлең жазып партасына қойып кеткенсің, конверт ішіне салып. Сені жақсы көретін жігіт деп әдемілеп жазып та қойғансың. Сен жазған өлең мектепшілік чаттардан барларында тарады ғой. Тіпті мұғалімдер де тапсырылады. Енді көрсейші қызды киноға шақырып, немесе театрға баруға шақырып. Білмеймін. Келіспесе қайтем? Келіспесе киноға да, театрға да. Сенмен мен барам. Жақсылық тұрып, сосын кейсе жейміз. Қыз жоқ дегеннен өлмейсің. Бірақ келіссеші. Онда тіптен қиын ғой. Ешқашан қызмен қыдырып көрген емеспін. Не істеп керектігін де білмеймін. Сен де білмейсің. Пайдам да жоқ бұл сұрақты. Ағаннан сұрасаңшы онда. Бар едің ғой оны бір рет. Ой, ол айтса да әбден мазақтап барып, бірақ айтатын шығар. Сұрап көр ағаннан. Не істеу керектігін. Бәлкім сосын маған да айтарсың оның кеңесін. Келешекте өзім де қолданамын. Әзірге өз-өзімді дамытуыңыздырақ, бірақ менде күннің нұрына бір қыз күндерін бір күні арқасын қыздырады ғой. Шынымды айтшы маған Еркебұлан. Сен өзің Томириске қызығып тұрсың жоқсың ба? Досым, екеуміз любовный треугольниктің екі бұрышына айнала қоймаспыз. Қамшеме бұл туралы. Томирис менің талғыма мүлде сәйкес келмейді. Мен актер болатын адаммын ғой, сондықтан тек өнер әлемінен шыққан қызға қосыламын. Мен жазушыға күте тұру керек шығар, иә, мынадай түрмен кездесуге шақырғаным жаман болар еді. Телефоныңды шығар да ана хабарлас. Әйтпесе сылтау тауып, Томириске жоламай қоятын тұрын бар. Әбден сырттай олап жүргенге үйреніп қалғансың сен. Жоқ, кейін хабарласам. Қазір мағыш жұмыста шығар. Мақұл, өзім ақша барасам оған. Құдайға шүкір номері бар. Қалтасынан телефон алып, тиісті контактты іздей бастайды. Досым, қоя берші, өтініш. Макспен сөйлеспей қойшы. Еркебұланның қолынан телефонды тартып алмақшы болып, қасына жақындайды. Комфорт зонадан шығуың керек. Арманға өзін ұстатпай, диван айналып ташқалақтайды. Бәрін бүрі сен ынжық болып қалмауың үшін. Еркебұлан, таста дейін телефонды.
диванның үстімен жүріп, қашып үлгергісі келген Еркебұланды ұстап алады. Бірақ динамик арқылы гудок барып жатқан телефонды ала алмайды. Алло, естілмейді. Еркебұлан Арманнан телефонды бірге құлып шығып: Салам алейкум Мақсат аға, бұл Еркебұлан ғой көршіңіз. Арманның досымын ғой. Еркебұлан, таныдым. Қалың қалай, бәрі жақсы ма? Таста дейін, таста. Естімей қалдым. Кешіріңіз. Бір ыңғайсыздықтар болып жатыр. Мен Арманға байланысты хабарласқан едім. Үніңізге қатысты бір ситуация болып тұр. Естідім, соған байланысты Алматыға келе жатырмын. Сенбі күні пойызға отырамын. Сен Алматыға келе жатырсың ба? Не үшін? Арман, бұл сен ба? Алло. Мама саған бәрін айтып берді ме? Хабарласты маған. Апта соңында Алматыда боламын. Дұрыстап көзбе-көз сөйлесеміз. Макс, саған келуді қажеті жоқ. Бір шатысқан мәселе болып қалды. Шу шығаратындай тірлік емес. Соның бәрін мен келгенде түсіндіресің. Келгенімше бірдеңе білдіріп қойып жүрме. Мен не білдіріппін? Қам жемеңіз аға, досыма бас-көз болып жүремін. Бірақ хабарласуым басқа мәселе еді. Не болып қалды? Келгенде сөйлесеміз. Саған да түсіндіру керек нәрсе бар. Еркебұланның қолынан телефонды жұлып алып, байланысты үзіп, телефонды диванға тастап салады. Енді бұл мұжының лекциясын тыңдап отырып қалып еді. Ағанды соншалықты жақтырмайсың ба? Бұл қиын тақырып. Ендеше былай істейік. Сен маған осы бір мақсатты қатысты қиын тақырыбыңды баяндайсың. Не болмаса, мен көзімше Томиристі киноға шақырасың. Қайсысын таңдайсың? Екеуі де жақпайды маған, бірақ таңдар болсам Томиристі таңдаймын. Құрсын Макс, Томиристің қайда екенін білесің бе? Әрине, білемін. Бір немесе 2 минут ішінде осы үйге кіреді ол. Не? Томирис менің қарындасыма ағылшын тілін үйретіп жүр. Аптасына 2 күннен дәл осы уақыттарда тура мына үстелде отырып, London is the capital of Great Britain деп ағылшын үйретеді. Ал сенің қарындасың қайда? Бөлмесінде ұйықтап жатыр, әлмен қара ұйықтай тұрады. Мен ас үйде тұрамын, құлағымда тұрып. Егер Томириске оңаша сөз салам десең. Сен бұның бәрін әдейі істедің ғой, солай ма? Мен тура осы уақытқа шақырдым ғой әдейі. Бұның бәрі сен үшін болсын. Есіктің қағылғаны естіледі. Ашық тұр есік, дайындай бер сөздеріңді. Қайырлы күн Еркебұлан. Залға кірмей амансың. Бүгін бізбен бірге әдетегідей. Залға кіріп Арманды көреді. О, привет, сен де. Арманның көгерген көзі байқап шошып таңданады. Астағфирулла, Арман. Еркебұлан Арманның құлағына сыбырлады. Как раз жаны ашып жүрегі елжіреп тұр. Моментті қолданып қол. Мен естіп едім сен біреумен төбелесіп қалғанын, бірақ тура осындай жағдайда ойламаппын. Қалайсың? Қатты сатып келген жоқ па? Тәуірсің бе? Сәлем Томирис. Жақсы барлы. Көгерген көз бен бір-екі жарақат қана менде. Қабырғадағы ушық пен сотрясениені қалай 1-2 жарақат деп айтып тұрсың? Сотрясение? Саған ауруханада жатып беріп қой, Арман. Менің миым шайқаған емес. Олай шошының қажеті жоқ. Бастапқыда басымдағы шыққан көріп солай деп ойлаған дәрігерлер. Бірақ ертесі күні рентгенге түсіріп нақтылады. Бірақ сол аралықтағы қате диагноз туралы бәріне тарап үлгерді. Сонда да енді ауруханада қалмады ма? Дұрыс ем алу дегендей, қабырғаға зақым деген салып қарайтын нәрсе емес. Мен барып бәрімізге бір шай дайындап жіберейін. Сендер сөйлесе беріңдер. Арманға көзін қысып шығып кетеді. Аурухана тегін жатқызайын деп тұрған жоқ қой. Мамамызда қажетсіз шығын тұрғызғым келмеді. Дәрігерлердің емдеп бергені бар, әлі де қабылдау керек дәрілер бар дегендей. Әжептәуір сома болып кетті. Ондай кезде мамам үшін ақша маңызы болмайды ғой, олай ойламасаңшы. Өз телефонын шығарып зарядкаға қояды. Әрбір ана үшін баласының денсаулығы әлде қайда маңызды емес пе? Мамаң орнында болсам, сен өзім ақ қалада байлап кетерсің. Мамам да тырысты, бірақ мен қалған жоқпын. Мен қойшы, әлі сауып кетемін. Өзің қалайсың Томирис? Сен осылай кішкентай балаға ағылшынша үйретініңді білмедің екен. Қосымша ақша жасап жүрген күн ғой. Менде де бірнеше клиент бар. Олар бірінші, екінші сыныпта қыздармен бар. Үстелге барып, артқанында сөмкесінен кітап, дәптер және қалам қарындас шығарып дайындауға кіріседі. Көбіне әңгімелесу жағынан көңіл бөліп оқытамын, әйтпесе тілдің өзіне сөйлей алмай, ережелерін үйрену қажетсіз. Дұрыс айтасың. Мен де ағылшынша америкалық сериалды субтитрмен көріп үйрендім үйге. Ережелер әлемі шынымен де басқаша болады. Айтпақшы, сен жыл оқушысы байқауына қатысып жатыр дейді ғой. Еркебұлан сенен жеңілің деп кәміл сеніп отыр. Ой, Еркебұлан өз ойынша объективті ойда емес. Шынымды айтайын. Ол өз дайынымен де, өнерімен де мені асып түсу мүмкін. Тек өз-өзіне сенсе болды ғой. Ойбай, Еркебұлан деген өз-өзіне махаббат поэмасын жазуға дайын адам ғой. Ол өз-өзін көп мақтайды. Бірақ күштімін деп айқалау бір нәрсе, расымен де солай болу мүлде басқа нәрсе. Арманның өзіне өзгеше көзқараспен қарап тұрғанын байқап, ыңғайсызданып қалады. Бетіме бірдеңе жалған ба? Жоқ. Жалғаннан қайда қарап білмей қалады. Сырғаларына қарап қалғаным ғой. Өте әдемі екен. Өзіне сондай жарасып тұр, құлпырып тұр, көрсетеді екен сені. Рахмет. Бір жақсы танысым туған күніме сыйлаған едім. Жақында ғана 17-ге толдым ғой. Өте қымбат сыйлық екен. Қандай таныс ол сыйлаған? Бір жақсы таныс. Жігіт емес шығар әйтеуір. Неге емес шығар дейсің?
енді саған қайдағы бір жігіттермен жүре ерте ғой. Бұндай кезде оқуға, дамуға, көңіл болу керек дегендей. Оқу мен дамуға жігіт болғаны кезере кетіре ме? Неге олай ойлайсың? Енді қазіргі заманның жігіттері патриархат түсініктері адамдар ғой. Әйелдері үйде отырып бала бағып, тамақ істеу керек деп ойлады ғой көбісі. Сен де сондай жігітсің бе, Арман? Жоқ, мен табиғаттан феминист адаммын ғой. Ұлдар да бірде даму керек. Иә, дұрыс айтасың. Тура осы ойыңды өзгертпе, Арман. Сонда жақсы қызды оп-оңай тауып аласың. Томирис, сондай қызды мен тауып қойған сияқтымын. Томирис, не ғой, осы демалыстарға бар ғой, менімен бір киноға барып қайтуға ыңғай келсе деймін де, қалай қарайсың? Тек екеуміз жігіт пен қыз ретінде дегендей. Арман, менің жігітім бар. Жүріп жүргенімізге біраз болды, келсе алмаймын. Солай ма? Жігітің бар екенін білмеппін мен. Білуім керек. Жоқ, білуге міндетті емеспін негізі. Сен де айтуға міндетті емессің. Жай білмеппін деген ғой. Онда неге ренжіп сөйлегендей болып тұрсың? Жарайды, шынымды айтамын. Сен маған ұнайсың, өте қатты ұнайсың. Қыз ретінде. Өзімді кездесуге шақырғым келіп жүрген, шақырайын деп жинап жүретін. Өткен жолы поездияда жазып қалдырған едім партама, бірақ астына өз атымды жазуға бата алмадым. Кешір, мен бекер айтқан сияқтымын, ыңғайсыз болып кетті ғой. Я шамалы ыңғайсыз болып қалды. Не айтармын, мен сәл кеді. Мен қолым жоқ келейін. Залдан шығып, емге қайтып кіреді. Ренжіме, Арман, мен бірден жауап беруім керек сияқты. Негізі сен өте жақсы жігітсің. Шынымен де жүрегің таза, кішіпейіл, сөзінде тұратын азаматсың. Сенде жігіттің сезіміне лайық болудың өзі қуаныш. Алайда, түсінесің бе? Иә, түсінем. Қамшымен, сенің жігітің бар ғой, менде мүмкіндікті болған жоқ қой. Арман, мен сені досым ретінде қатты бағалаймын. Әрмен қарай дос болып қала берсек өтініш. Сен өз қызыңды әлі-ақ іздейсің. Сен де жігіт ұзақ уақытта шалыс қалма. Томирис Арманға күлімдеп бір қарап шығып кетеді. Келесі сәтте Еркебұлан кіріп, қолын шапалақтады. Браво, бәрін дұрыс істедің. Молодец. Қызға сөз салудан эксперт етпейді мені. Енді жақсы көрем деп бетіне жайып салған не? Адам сияқты айттың ғой. Киноға дос ретінде шақыр деп. Дос ретінде киноға барар едіңдер. Душевный әңгіме болар еді. Бір-біріңді терең тани түсер едіңдер. Солай мүмкіндігін артар еді. Ал сен бірден алдында романтикалық ниетіңді білдіріп қойдың. Өзің естің ғой, жігітім бар деген. Ей, жігіт деген күйісу емес бұл. Айналайын, қойшы. Бір орамалға қолын сүртіп, Томирис залға қайта береді. Еркебұлан, қарындасыңды шақырасың ау. Сосын бізді оңаша қалдырсаңдар. Иә, әрине, күте тұр қазір. Еркебұлан шығып кетеді. Арман Томириске қарап тұрады. Екеуің тыныш сөйлесе алмайды екенсіңдер, білесің бе? Үстелге барып, кітаптардың тиісті беттерін ашып қояды. Томирис, бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұрай бер. Егер жігіттің болмағанында... Арман, жалғыз болсам да келіспес едім сенің сезіміне. Құрғысқа мүмкінбей қойшы. Томиристің телефоны шыр ете қалады. Арман автоматты түрде зарядкада тұрған телефонды алып, экранға бір қарап, қатты таңданып, Томириске береді. Еркебұлан залға келеді. Қазір келеді қарындасым. Түсінікті. Қоңырауды қабылдап, құлағына қойды. Привет, Жан. Я сабақ беруге келіп едім. Қазір оңаша шығайын. Залдан шығып кетеді. Не болды, Арман? Түрін неге қашып кетті? Телефонды алғанда Томиристің жігітін көрдім экраннан. Саған қарағанда красавчик пе екен? Еркебұлан, мені ұрып кеткен жынды Томиристің жігіті. Такс, былай істейміз. Сен қазір үйіне қайтасың, бізге қазір өте мұқият болу керек. Томирис мені өлтіргісі келген адаммен жүріп, түсінесің бе? Қалай түк болмағанда үйге қоямын. Қазір оған қалай айтасың да, ол саған сенбей қояды. Объективті түрде ойласаңшы. Алдымен өзіміз жағдайды түсініп алайық. Толық картинаны көрейік. Себебі дәлелін табайық. Өтініш. Істеме әзірге. Томирис қайтып кіреді. Арман оған ашулана қарайды. Қыз шошып кетеді. Арман ызалы қалпына кетіп қалады. Есіктің тарс еткен естіледі. Сен досыңа дұрыс кеңес беріп үйренсеңші. Махаббат пен қыздарды ойлайтын жастай емес қой ол. Ал өзіңші, жасынан ерте есеген періштесің бе? Айтшы маған, жігітің универде бітіріп тастаған, армияға да бір қойған, көп ақша беретін жұмыс бар екен, ересек бе? Онда жұмысың болмасын. Иә, деген ғой бұл, түсінікті. Тағы да сұрайын. Сен 17-не толған жақында ғана, ал жігітімен жүргеніне біраз болды. Қалай ойлайсың? Жақсы еркек, кәмелетке толмаған 16-дағы қызбен серьезный қарым-қатынас құра ма? Әлде все-таки бұл шөлі өмірі ма? Абайлап сөйле, Еркебұлан. Арманның сенімен ешқандай шанс жоқ екенін о бастан білгенмін. Бірақ жоқ деген жауапты естіп. Армен қарай өз өміріне зейін салсын деп ойлаған едім. Сол себепті де саған көңіл білдіруге мәжбүрлей бергем. Алайда Томирис, досыма сен кесірінен бірдеңе болатын болса, менен жақсы күтпе. Еркебұлан шығып кетеді. Томирис үстелге барып отырады. Екінші сахна бітеді. Үшінші сахна.
Кешкі уақыт Арманның үйі кең әрі жайласқан. Есік ашылып, ішке чемодан сүйреген Мақсат кіреді. Оның қолында телефон, мамасымен сөйлесуде. Я, мама, міне кірдім есіктен. Үйде ешкім жоқтығын байқайды. Арман залда ұйықтап жатыр екен, уайымдамаңыз. Жауап тыңдап жүріп, чемодарды бір бұрышқа қойып, кружкаға су құйып ішеді. Жоқ, мама, кешір, мінез түсінем ғой жұмыс екен. Мені де бастықта жібермей ұстап қалады жиі-жиі. Алаңдамай істей беріңіз. Бірдеңе болса, бірден қоңырау шаламыз ғой. Телефонды үстелге қойып, жан-жағына қарайды. Арман? Жоқ екен ғой. Қайда жүр бұл бәле бұндай уақытта? Жан-жағына тағы қарайды. Онша ештеңе өзгере қоймапты. Бәрі де сол қалпында. Есіктің тоқылдағанын естіп, бұрылып қарайды. Есік ашық. Есік ашылып, ішке сенімсіздей адамдар Томирис кіреді. Сәлеметсіз бе? Арман іздеп келмедім, үйде ме екен? Жоқ, мен үйде жалғызбын. Келгенім жаңа ғана. Інімнің қайда екенін білмедім. Ренжімеңіз. Сіз кім боласыз? Менің атым Томирис. Арман екеуміз бір сыныпта оқимыз. Сіз Мақсатсыз ғой, иә? Астанада тұратын ағасы бар деп естідім. Соңғы жағдайға байланысты едіңіз бе? Солай десе де болады. Келіңіз, отырыңыз. Мен бір шай дайындап жіберейін. Жоқ, әуре болмаңыз. Тек бір шыны су болса болды. Тамағым кеуірем қалып еді. Дастархан басындағы орындыққа отырып, Мақсат құйып берген суды сіміріп ішеді. Кешіріңіз, қатты шөлдеп қалып. Ештеңе етпейді, шөліңіз қанса болды. Бөтелкеден су тағы құйды. Рахмет. Аспай ішеді. Сонымен Томирис, Арманға қатысты жағдай жайлы не білесіз? Біреумен төбелесіп қалған дейді ғой, оңбай тәріп жетті. Сізде қандай да бір ақпарат бар ма сол төбелеске қатысты? Кіммен төбелесіпті, не себепті дегендей? Томирис ұялып. Жоқ, білмейді екем. Мен Арманға басқа мәселе бойынша келмедім, сабаққа қатысты. Апта соңында жылу курсы байқауы болады, соған қатыса жасауға Арманның көмегі келген. Мен сізді бір мақтағым келіп тұр, Томирис. Сізді өтірік дегенді жақсы айтады екенсіз, бірақ мені алдай алмайсыз. Қыздың көзіне тура қарайды. Мен бұл туралы Арманға айтуым керек болды. Айып етпеңіз. Мен сізді көргенім қазір ғана. Танымаймын да, білмеймін де. Сеніңкіреп тұрғаным жоқ, шынымды айтсам. Мақсат қызға үнсіз мұқият қарайды. Сіз бірдеңеден қорқып отырған сияқтысыз, әлде біреуден бе? Томирис өзінің ыңғайсыз сезініп, жауап бермекші болады. Бірақ сол сәтте есік ашылып, ішке шамалы мас Арман кіреді. Артынан еркебұлан еріп кіреді. оның мас арманды үйіне жеткізем деп шаршап кеткенін білініп тұрады. Мен 100% сендікін ескі жауып кетті де қалай ашылап қалды екен досым? Қарасаңшы көзіңді ашып, адамдар бар ғой. Қалайсыз Мақсатыға? Иә, амансың ба? Амансаға не болған? Онша көп ішкен жоқпын. Бірақ көзге кәдімгі елестіп тұр ғой. Мақсат қарамай, Томириске жақындап, алақанмен қызды үркіте бетін ұстайды. Сенің беттерің сондай жұмырсың. Білесіз бе? Рахат қой осылай сипалаған. Ерін кезде сүйіп алғым келеді. Неге ойынан мүлде кетпейсің сен? Өзің туралы қиялдай беремін. Қызды құшақтап алады. Жаман ойлап қалмақ қиялдарым ондай ұятсыз емес. Бірақ ондай да фантазиялар бар менде. Түсінетін шығарсың. Қиялдардың бәрі екеуміз бақытты отбасының өміріміз. Мен сені бақытты қылар едім. Негізінде сен бұл жерде жоқсың. Әйтпесе бұл айта алмайын ғой, бірақ қатты шынайы сезілесің. Досым, таңертеңгісін конкретно деп тұрсың ғой. Не үшін? Мен білесің нәрсе емеспін. Арманның итері сөйледі. Сонша не көрінді? Дупримас емеспін ғой. Өліп шықкен болсам дұрысты сөйлесе алам ба? Титтей ғана ұрттады мені, бірақ соны өзі қатты теу жіберген екен. Жақсы көретін қызы елесеп жатыр. Еркебұлан, досыңды моншаға апарып салқын суға басын батырып алшы, есін жинаған шығар. Құрышы бар, келіп қалып маған баба болған қалғандай. Түк те пайдан жоқ сенің. Астанада жата бермейсің бе, басқа бәле болмай. Ой, досым, қоя ғой ондай. Ағана өлей сөйлемейсің. Жүре ғой екеуміз жұмып келейік. Екі еркектің бірге жұмған несі? Қазіргі заманда бәрі болады, ештеңе. Еркебұлан Арманды ертіп кетеді. Мен жүре берейін, ренжімеңіз. Арман сөйлесетін жағдай емес сияқты. Айыпқа бұйырмаңыз, бірақ түннің бір уағында жалғыз ешқайда бармайсыз. Мен 18-ден асқам. Заң жүзінде ересек. Сіз мені күштеп ұстай алмайсыз. Сіз кәмелетке толдым деп құлақтан теппей-ақ қойсаңыз, нұр үстінде нұр жауырады. Әлі кішкентай екеніңіз көрініп тұр ғой. Көшеде біреу жәбірлеп кетсе, Құдайдың алдында жауап беретін менмін. Кеткіңіз келе ме, ата-анаңызға дәл қазір динамикті қосып хабарласыңыз, келіп алып кетсін. Мен өте алмаймын. Терезеден секіріп шығып кеткен. Үйдегілер мұндай екенін білмейді. Құрдан құр басып бәле қалады ғой. Онда осында қонасыз. Немесе шамалыдан кейін сізді үйіңізге өзім шығарып саламын. Жалғыз ешқайда кетпейсіз. Томирис дастархан басына барып қайта отырады. Аяқтарын дірілдетіп қобалжи береді. Арман сізді ұнатпайтын сияқты ғой. Оның соншалықты сезімтал болғанын көрмедім. Үнемі төт болып, сыпайы болып жүретін бала ғой.
барлық мұғалімдер оны мақтайды. Тұратын үй өте керемет, бірақ кішкене кезде бір түрлі екен, шынымды айтайын. Мақсат қыздың жанына отырып. Арман екеуміздің арамыздағы қиқылжыңның қазіргі әңгімеге еш қатысы жоқ. Бұл жердегі тақырыптың бәрі сізге келіп тұр деген сияқты. Сонымен Арман сізге ғашық екен, екеулеріңіз жүресіздер ме? Жоқ, әрине. Өз сезімдерін өзі түсінбейтін бала басқа біреуді қалай жақсы көрсін? Армандық жай құмарлықтан туған қалау ғой. Түрімді, денемді жақсы көреді, бар болған сол. Әйгілі төрт сөзді ол жақында ғана айтқан сияқты ғой. Сіз жоқ дедіңіз, солай ма? Сұрауым парыз болып тұр, інімнің қандай да бір мүмкіндігі бар ма? Арман шынымен де жақсы жігіт, Мақсат мырза. Бірақ сол екен деп жоқ сезімді мәжбүрлікпен оята алмаймын. Ондайды сұрамай-ақ қойыңыз. Сізден оны талап етіп тұрған мен емес, Томирис ханым. Алайда жүрегін ұсынған адамға жоқ деп алып, оның үйіне түн жарымда жетіп бару бір түрлі әрекет. Арман мен Еркебұлан қайтып кіреді. Арман басын орамалмен сүртіп, өкпелеп сөйлейді. Арман Еркебұланға: Түсіндім мен, ызыңдай бермеші. Томириске қарап ұялып: Томирис, мен кешірім сұраймын. Мен істеген артық әрі ерсі болды. Ендігіде қайталанбайды. Азғантай ғана ішкем сияқты едім, қатты әсер еткен сияқты. Перегар иісі шығып тұр үстімнен. Кешірім сұраймын. Үйге бірінші болып мен келдім, Арман. Мен емес, мама кіргенде не істер едім? Мына түріңді қалай түсіндірер едім? Мама басып болғалы жиі кеш келеді. Түнгі бірлерде, геде екілерде, қазір сағат 11 болды. Мен еш қысылмай әлі бір сағаттай Самат ағайын жанында іше берсе болар еді. Көшені әйгілі алқашты есінде ме, Макс? Біресе тастайды, біресе ішеді. Үнемі қайталана беретін процесс қой. Қазір де ол кісі ішіп стадиясы. Бірге отырдық, біраз әңгіме айттық. Мен сөйлеп әкелмегенде ішіп отырар берер едім ғой. Сол үшін медаль берейін бе енді? Не үшін сонша іштің, Арман? Қыздың жоқ деген көтер алмай қалдың ба? Арман абдырап, бірдеңе айтқысы келіп, бірақ айтып сөйлейді. Өмір үйретуге деген талпынысың керемет екен. Қане, айтшы қалыңды. Үстелге отырады. Үлкен ағамсың ғой, шетел көрген, оқыған, күшті ақша табатын, өмірді қалай сүру керектігін білесің ғой. Түсіндірші маған. Досым, жүрші, тағы да бір жұмып келейік. Мен кетейінші, мына жердегі негативті ауаны көтеру мүмкін емес. Мен өз сөзімді екі мәрте қайталайтын адам емеспін, Томирис ханым. Айттым ғой, үйіңізге шығарып саламын деп. Мәссаған, енді менің қызым ақырындады ба, шығарып салам дейді ғой. Мен ешқандай сенің қызың емеспін. Иә, білеймін, сен жүрегің бір есал педофил деп соғады. Айтпай-ақ қой. Томирис кідіріп, стакан суды Арманның бетіне шашады. Сен өз сезімдеріңді шынымен де махаббат деп ойлайсың ба? Сен самооценканың self-respect деген нәрсенің толықтай бөлек екенін білесің бе? Үнемі әр ісіне күмәнданып, әрдайым қорқып, ынжық болып жүретін мылжыңсың ғой сен. Сабақ оқып 5 сағаттан басқа қолыңа дым да келмейді. Бетінен бір күліп, мынаны сен салшы десең, шаңқылай жөнелесің. Жалғыз мына есек досыңнан басқа ешкімді жүрді араласпайсың. Ондай баланы жігіт емес, еркек емес, баланы қандай да бір жақсы көрсің. Сен өз-өзін жақсы көрмейсің, қалай сені бір жақсы көреді? Томирис, сен тым артық кет. Ал сен бір даусыңды жап, елдің артына кіріп, әркіммен достасып, оларды қажетіне қолдана беретін адамсың сен. Бірақ қорсам білесің, бәрі сені жақсы көреді. Күшті ән саласың, әзілдейсің, харизма деген ұрып тұр. Бірақ сондай идиотсың, білесің бе? Және аузың жабылмайды, сөйлей бергенді жақсы көресің. Кешір, аяқасты орыс тіліндегі мынадай фраза ойыма келе қалды. Лучшая защита это нападение деген. Айтқан сөздерін мені соншалықты ренжітеді дейсің бе? Мен туралы не болған келсе, пожалуйста, ойла бер, пікіріне түкіргенім бар. Бірақ сен деген нәрсені өзіне айтып үйренсеңші. Небәрі 17 жастасың, мектепке бітірген де жоқсың. Ересек ретінде өмірде сүрген емессің. Бірақ өзіне ондаған жас үлкен ересек біреудің сөздеріне сеніп отырсың. Сен жігіттің мына Мақсат ағадан да үлкен ғой. Ал бұның өзі магистратура бітіріп, жылдар бойы жұмыс істеп, ойлау жүйесі басқа деңгейге өтіп кеткен ересек адам. Таптың салыстыратын адамды. Менің Мақсат ағам физикалық тұрғаны ересек шығар, бірақ ой санасы бәрімізден де төмен. Әйтпесе, осыншалықты оңбаған болар ма? Бірақ Еркебұлан дұрыс айтып тұр, Томирис. Мені жақсы көрмесең, көрмей-ақ қой. Бірақ педофилдің құрбаны екенде өз-өзіне мойындашы. Вот топа. Мен саналы түрде шешім қабылдап тұрмын ғой. Қазақстанда келісім жасы 16 жастан бастап екен, білесіңдер ме өздері? Сендерге айтқаннан еш пайда жоқ, бәрін түсінбейсіңдер. Бұл тақырып әзірге жабылған сияқты. Енді басқа мәселеге көшейік. Арман, мен не себепті оңбағанын мүлде түсініп тұрған жоқпын. Осы сөздерді ашып тұрып, себеп келтіріп тұрып, нақты аргументтермен айтшы. Құршы бар, өз бетінше түсіне алмасам, ненің құрметіне айтып отырым керек. Айтпайын мен. Мен айтайыншы бұл мәселені. Томирис айтқандай, сөйлегенде жақсы көремін ғой мен. Мен досым сізді Мақсат аға студенттік шағыңызда әр мереке сайын, маңызды туған күндер сайын осында келеді деп күткен екен. Өзіңізге хат жіберіп те, қоңырау шалып та шақырып жүрген екен. Ал сіз үнемі бір сылтау тауып, астанада қала беріпсіз. Жас айларында да келіп кетуіңіз әрі кетсе, бір-екі күндермен шектелген көрінеді.
Нәтижесінде алтын айтатсе, яғни мамаңыз әрдайым мұңайып, көңілсіз болыпты. Арман қанша тырысса да, сізді сағынған мамаңыздың жүрегін тынышталдыра алмапты. Сол себепті де сізге шамалы өкпеді. Шынымен де сол үшін бе Арман? Еркебұлан ойы ғой бұл. Томирис Арманға қарап. Өмір толған топ-топ-мәз. Ал сен ояғынан маған ақыл айтасың, я? Мақсат қарап. Не артынан еріп жүрміз, не қалыңыз, мен қайтамын. Інімнің аузынан шындықты естімей, орнынан қозғалай деп тұрған жоқпын. Сіз де ешқайда жалғыз кетпейсіз, Томирис ханым. Жыныма тие бермеңіз. Арман Еркебұланға қарап. Ересек еркектердің барлығы ненің құрметіне Томириске жабысқан қалған? Ағам да оны жібергісі келмейді. Мақсат үстелді бар күшімен бөріліп, бәрін шошады. Жетер осымен. Бәріне отты көздерімен бір қарап, тезге қарайды. Жауап бер менің сұрағыма. Мен онша ешкіммен араласпаймын. Томирис әдемілеп айтты, өтті ғой. Нақтылап айтқанда шын өмірде араласпаймын. Бірақ Инстаграмда біраз адамдармен жақсы араласам, сөйлесеміз, талқылаймыз, кеңесеміз. Баяғыдан бері сондай топтар бар. Астана қаласында да таныстар көп. Бір таныс балға сен туралы айтқан, біз 91 әндеріне деген қызығушылық негізінде танысқақ едік. Бір күні ол өз әпкесіне бір жігіт қарастыра бастады. Дені дұрыс жігітпен таныстырып деп сұрастыра берді. Ол уақыттарда сенің кім екенін әлі ашылмаған еді маған. Сен дұрыс адам деп ойладың. Сенің суретінде мекен жайын бердің. Жақсылап тұрып мақтадым. Жақсылық тіледім ғой саған. Білесің мен не болғанын айтайын ба? Ол сенің тұратын жеріне барды. Сосын сені фотоға түсіріп жіберді. Сен ағам ба деп сұрап жазды. Сақал өсіріп аған екенсің ғой ол кезде. Менде тек сақалсыз фотолар болған. Сенімсіз болған ғой. Сен бе, сен емес пе деп. Ол жіберген фотода сен бір адаммен құшақтасып тұрған едің. Сосын бір әйелдің қолын күлемдеп қысып тұр екенсің. Осыдан бір жыл бұрынғы оқиға. Қазанның орта тұсы. Әлмен қарай жалғастырайын ба? Арман, мені мұқият тыңдашы. Арман орнынан атып тұрды. Қой, қош екі мен жарай ма? Құрдан құр басымды ауыртып отырсын. Осыдан 8 жыл бұрын тұр осы жерде мен сенен жалын сұрадым. Ешіне айтпай қояқ дейін жалындым. Мама құрдан құра жылап қалатын еді, жүрегі жаралы болатын еді. Бірақ жоқ, менің ағам шыншыл болу керек. Принциптері бар. Опасыз әкеміздің иттігі туралы айту керек мамаға. Томириске қарайды. Аяғында ата-анамыз өлерде соғысып ажырасты. Әкеміз басқа қатымен жоқ болды. Мақсатты безді Астанаға. Ал мен мамам жанда жалғыз қалдым. Бүткіл негативте, реніште, ызаңда жалғыз көтеріп шықтым. Мақсатқа қарайды. Ал сен айтшы маған, әкеміз Астанаға қашы көшіп барыпты. Мақсат орнынан тұрып інісіне жақындады. Арман, ашу ызаға жабысып өмір сүруге болмайды, сен соны түсінуің керек. Арман бар күшімен Мақсаттың бетінен бір ұрып құлатады. Томирис пен Еркебұлан шошып кетеді. Ешкім үн қатпайды. Мақсат орнынан тұрып, бетін сипап, қан түкіреді. Еркебұлан Мақсатқа жақындады. Сіз Томиристі үйіне жеткізіп саласыз ғой деймін, Мақсат аға. Мақсат Еркебұланмен ергендей әрекет етеді. Бірақ күтпеген жерден Арманды ішінен бір ұрады. Арман бүктеліп жерге жата қалады. Ағай, одан бетер зақым келсе не істейсіз? Жындысыз ба? Ызалы Арман демде тұла бойынан күш жігер тауып, атып тұрған бойда Мақсатты прожекке лақтырады. Мақсат көтеріліп, Арманды құлатады. Екеуі бір-бірімен төбелесе бастайды. Еркебұлан оларды зорға дегенде жатады. Ақыры Мақсат еденде ет бетімен жатады. Ал Арман үстелге отырып, кружкасында сіңіреді. Не қылып жүрмін мен мұнда? Өсімде жып-жылы төсегінде жататын адамын ғой. Томирис Еркебұланға: Екеуміз кете берейікші, өздері бұлға берсінші. Ешқайда бармайсыз, Томирис ханым. Орнынан тұрып қызға қарайды. Сіз бұл үйге бір себеппен келдіңіз. Ініме бірдеңе айтқыңыз келді. Соны айтпай кетпейсіз. Мына жерде айтылмай тұрған бір тақырып бар. Айтылуы керек нәрсе деп ойлаймын. Томирис кідіреді. Арманға жақындап қарады. Бәріне сен кінәлісің. Өзіңдегі фингалға да, қабырғаңдағы зақымға да, барлығына да. Әлгі соңғы поэзияны жазбай-ақ қойып, бермей-ақ қойсаң да болар еді. Кінәлі адам өзіңсің бәріне. Қаншама қыз толып жатыр, левин ұната қалды. Арман орнынан ақырын тұрып, қызға тура қарайды. Сен барып тұрған қаншық екенсің. Томирис Арманды шапалақпен аямай қалды. Арман бірінші аң-таң болады. Сосын ашуланады. Тұла бойын ыза билеп, өзі Томиристі жұдырықпен бір ұрып қалдады. Қызды киіммен көтеріп алып, тағы да ұрмақшы болады. Бірақ Еркебұлан мен Мақсат оны айырып әкетіп, үстелге қолын қайырып жатқызады. Арман жынданып, бұлқыланып, айғайлай береді. Жібер мені, жібер дедім. Қас көрсетсем бұл қаншыққа. Томирис өз-өзіне келеді. Есіктен шығып кетіп қалады. Еркебұлан Арманның аузын қолымен жабады. Мақсат аға, қыздың артынан барыңыз. Ата-анасына айтпауы керек, әйтпесе Арманның бәсі бәлеге қалады. Болыңыз. Арманмен өзім болам, тынышталдырам. Мақсат Томирistің артынан шығып кетеді. Арман сәл жұлқыланды да басылады. Еркебұлан оны жібереді. Арман екеуі бір-біріне үнсіз қарайды. Арман үстелге отырып, бетін жауып сұлай бастайды. Не істедім мен? Құдай-ай, не істедім мен? Жарық сөнеді, қап-қараңғы болады. Үшінші сахна аяқталады.
4-ші сахна, кешкі уақыт, кең көше, айнала қараңғы. Соқпа тиген жерін ұстаған томирис ызалы әрі өкпелі қалпында қатты жүгіріп барады. Жылағысы келіп, өксігін ұстап келеді. Артынан мақсат қуып жетеді. Томирис ханым, тоқтай тұрыңызшы. Томирис жалп ұрды. Жоламаңыз маған, тиіспеңіз. Қазір ажалайым, көмектесіңдерші, кім бар, көмектесіңдерші. Мақсат томирistің артынан келіп, бір қолымен қыздың аузын жауып алып, жұлқына берген қызды тынышталғанша мықтап ұстады. Арманның ісін мүлде қолдамаймын, ақтауға да келмейді, бірақ жалын сұрам ешкімге айтпай-ақ қойыңызшы, бір рет көз жұма қараңызшы. Мақсат томиристі жіберіп, көзіне тура қарап, бірнеше адам артқа жылжиды. Жарайды, айтпаймын, ешкімге де білдірмеймін. Тек кетіңізші менен аулақ, тиіспеңізші. Арман ондай емес қой, білесіз ғой өзіңіз. Бәрі менің кінәм, ішіп алғаны бар, қызып тұрғаны бар, жынына тиіп кетті. Сіздің сөздеріңізді естіп, өз-өзін ұстай алмай қалып түсінесіз ғой. Я, түсінемін. Олардың еш кінәсі жоқ, ешқандай да кінәлі емес. Әрдайым мәжбүр солай істеуге. Ұстай алмай қалады өздері. Үнсіздік орнайды. Томирис көз жасын сүртіп, әрмен қарай жүреді. Мақсат сәл кідіріп тұрып, бірден қыздың алдына шығып тоқтатады. Сіз арман туралы айтып тұрған жоқсыз ғой, солай емес пе? Дауысыңыздан сезілген реніш тым қатты. Ұзақ уақыт пісіп жетілген. Неге маған жабыса қалдыңыз сіз? Менен сізге не керек? Томирис, шындықтың ашылатын уақыт келді емес пе? Жігітіңіз ұрама сізді? Таяқ жемейтін қыз бола ма өзі? Сөз бар еді ғой, күйеуінен таяқ жемеген әйел емес деп. Әрине мен әлі әйел болған жоқ, бірақ... Неге айтпайсыз сонда? Жәбір көріп жүрсіз ғой, ата-анаңызға, полицияға, журналистерге бәрін айтпайсыз ба? Өз айтқаныңызды өзіңіз түсініп тұрсыз ба? Жаңа ғана не сұрадыңыз? Арманым мені ұрған айтпай ешкімге дедіңіз ғой? Бұл мүлде басқа нәрсе ғой. Керемет, айтарға сөзім жоқ. Қазіргі эмоциямды жеткізетін фразада ойыма келмей тұр. Өзіңіздің кішкентай сіңіліңіз немесе ініңіз бар ма, айтыңызшы? Бар. Олар сіздің жыныңызға тие ме? Жүйкеңізді қоздырмай ма? Тіл алмай, шулап құтырып, бірдеңені бүлдірген сәттерде болады, бастарынан бір ұруға ниет болмай ма сізде? Арман екеумізді көрдіңіз ғой, төбелесіп те алдық. Бірақ қастандық істеуді қалап тиісіп еді, біреу жынға тиген кезде бәріміз үшін сабырлық сақтау өте қиын. Мақсат мырза, неге ақталып тұрсыз? Неге таяқты да жейтінмен, кінәлі да болатынмен? Жарайды, ситуацияны толтырған болайын. Болмайтын сөздерді айтқан болайын. Намысқа тиген ақ болайын. Бірақ мынандайға мені лайықты кім айтты сіздерге? Жарайды, арман ішіп алып, өз-өзін ұстай алмайды. Ішкеніне де мен кінәлі шығармын. Ақылға еш құнымсыз ақымақ жолмен, быт-шыт жолмен сезім білдірген жігітке жоқ деп айтқан үшін осыған лайық шығармын мен. Бірақ айтыңызшы, Мақсат мырза, айтыңызшы, неге менің жоқ деуіме бола арман сонша қайғырады? Неге? Кіммін мен соншалықты сондай құдіретке ие? Бір ғана сөзбен Алланың құлы болуға жаратылған толыққанды пендені езіп тастайтын мен кіммін? Томирис отыра қалып жылай бастайды. Хаттың қайсызданған Мақсат не істерін білмей абдырап қалды. Ақыры ол бірінші болып өз-өзін қолға алып, қыздың жанына отырады. Қалтасынан сүлгі шығарып, Томириске ұсынады. Бірер сәттен кейін Томирис өзін-өзі тыныштандырып, өксігін басады. Мақсат ұсынған сүлгімен көз жасын сүртеді. Мен өз өтінішімді қайтып алдым. Інімнің де істеген айтыңыз, ештеңені жасырмаңыз. Өтірік айтудың да қажеті жоқ. Не болса да арман өз басымен көтереді. Ағасы ретінде жанында боламын. Кешіріңіз мені. Енді ғана жолыққан адамға іштегінің бәрін қалай шығарғанын өзім түсінбей тұрмын. Бір нәрсе сұрайыншы сізден. Арманның өз сезімін білдіруі соншалықты жаман болды ма? Әңгіме ортасында бұл жеткізіп айта салды ғой. Романтик дейт деген нәрсе ойына мүлде келмеген ғой. Еркебұлан оған алдымен киноға шақыр деп айтқан көрінеді. Тым жабық, тым өз-өзіне сенімсіз болсақ солай ғой. Әрекет етуге бата алмаймыз. Айтуға да, түсінуге де, сезінуге де. Тек үміттеніп, қорқып, күмәнданып жүре береміз. Оның бәрі іште жинала береді. Қыр соңында бірдеңе түрткі болып, бәрі сыртқа шығады. Сіздің де маған шер тартатуыңыз солай болып тұр ғой. Қарап тұрсаңыз, ініммен ортақ түсіңіз де бар екен. Мен Темір туралы ешкімге айтқан емеспін. Бәріне жігітім бар деп қана айтып жүредім. Бәлкім тұңғиықта түсінген шығармын оның тым үлкен екен. Бірақ жанында құрдас балалардың барлығы сондай бала ғой. Олардың барлығы балалардың нәсілдері. Еш таңғалдырмайды, ешқандай сезім оятпайды. Олардың қасында өзімді ерекше сезінемін. Мен деген жігіттерден жауапкершілікті, сенімпаздықты, тырысуға деген ниетті қалаймын ғой. Темірдің бойында соның барлығы бар сияқты көрінді маған. Үлкен ер адамның көңіл бөлуі, ересек ретінде қабылдауы, қымбатты сыйлықтар сыйлауы мені аңқау деп ойлайтын шығарсыз. Бұл жердегі мәселе араңыздағы жаста емес Томирис. Негізгі проблема оның ересек болуында. Сіз өзіңізді қанша жерде ересек сияқты сезінсеңіз де,
айналып келгенде бәрібір кәмелетке толмаған қызсыз. Иә, бағана айтып қалдыңыз, келісім жасы 16-да деп, бірақ ол дұрыс емес қой. Әрине 16-дан бастап ресми жұмыс істей берейік, бірақ ересек адамдармен қарым-қатынас дұрыс па? Есіме Темір бір сөздер түсіп кетті. Жай айтады ол, мен 35-те болсам, сен 25-те боласың. Ешкімнің де бізге мән бермес еді. Әрдайым алаңдай бастаған кезде осылай айтады. Оныкі енді рас, 25-те, 35-те ересек адамның жасы. Сондықтан ешкім қарамайды. Ал 16 мен 26, 16 мен 30, 16 мен 35 ол мүлде басқа. Аяқ заманда адамдар қалай қосқан екен сонда? 13-те отау иесі деген бар еді ғой. Есіме түсіп кетті. Түсінем ғой басқаша заман болған. Ғасырлар бұрынғы 13 жас қазіргі таңдағы 23 шығыр. Томиристің күлі деген бөледі. Адамдарға жылау емес күлу әрдайым жарасады. Тіпті сізге де. Ата-анаңызға бәрі де айтыңыз, жасырмаңыз ештеңе. Олар сізден бас тартпайды, өлтірмейді сізді. Ары кетсе бір үсіп қояр, бірақ ұрыс естімеген күніңіз болып па еді? Мен Арманды жек көрмеймін. Шынымды айтайын. Оған кешірім сұрауға келіп едім. Оны ұрып тастаған Темір екенін білген жоқпын ғой. Түсінбедім, не дейсіз? Осыдан біраз бұрын Арман партыма бір қағаз өлең қалдырып кетіпті. Өзі шығарған. Әп-әдемі, мағыналы өлең екен. Кәдімгідей таңғалып қалдым. Кімнен екенін бірден түсінгем. Почеркіне мән беріп, қолданған сөздеріне саралап анық білгем. Темірге де айтқанмын, менімен бірге күреп шығар деп. Арман менің көзімде жүрегі таза, ышықтау балақай еді. Бір ерлік істепті деп қабылдадым. Өзгеге көңіл білдіру таңғаларлық ерлік деп талап етеді ғой. Тіпті анонимді өлең шығарудың өзі ерлікті талап етеді. Сол күні Темір бірінші рет мені түсіндім бәрі. Айтпай-ақ қойсаңыз болады. Ертесіне ол қымбатсыз пәперді маған. Керемет дәуір келді. Терлеп тұрып кешірім сұрады. Көздері сондай аянышты еді. Дауысы да өкінішке толы болды. Ешқашан қайталанбайды деп уәде берді. Жақсы көрем ғой, кешірдім. Сөйтіп бәрі қалпына келгендей болды. Я сосын естідім, Арманды біреу салап тастаған. Бірақ Темірдің қатысы бар деп мүлде ойлаған жоқпын. Бір бандиттерге ұрынып қалған шығар деп. Сосын өткен жолы Арман сезім білдіріп, көңіл күйімді кәдімгідей түсірді. Оны Темір деп байқады. Қайта сұрап, барлығын айтқызды. Артынан барып білдім мен, Темір Арманды өлтірмекші болған. Ал содан кейін тағы да ұрды ма? Мақсат мырза, мен екіқабат болып шығуым. Әттең, Арман өз-өзіне сенімді қыз баласымен дұрыстап тілдесе білетін, харизмасы бар жігіт болғанда ғой. Темір дегенге қарамас едіңіз. Бәлкім байланыс ерек болғанда ініме көбірек көңіл бөлгенімде бәрі басқаша болар ма еді? Бәрі осылай бір-біріне шимайланып, байланып жүрмін. Не істеймін мен енді? Ата-анаңызға айтыңыз. Олар шынымен де мені түсінеді деп ойлайсыз ба? Менің анам әкемнің айтқанынан шықпайды. Ал әкем маған сыннан басқа ештеңе айтпайды. Оған айтар болса ертесіне ақ Темірге үйлендіріп тынады ғой. Сен қыз бізді ұятқа қалдырушы болма. Білем ғой мен әкемді. Ата-аналар кейде бірде біз ойлағандай болмай шығады. Ата-анамыз бізді жақсы көреді деп ойлауымыз мүмкін, бірақ шындығында олар бізден бас тартуға дайындап тұрады. Біз ата-анамызды дым білмейтін, дым түсінбейтін, ескі түсініктегі пенделер деуіміз де мүмкін, бірақ аяғында ең дана адамдар солар болып шығады. Басымыздағы ата-ана бір басқа, шынайы адамдар ретінде олар мүлде басқа. Әкеңіз сізге не болғанын естісе, мүлде басқаша айтуы ықтимал. Кім білсін, мүмкін анаңызда бұрын соңды көрмеген батылдықты байқап қаларсыз. Олардан бірден бас тартпаңыз. Сіз сол үшін әкеңізбен татуластыңыз ба? Менің әкем қайтыс болған Томирис хан. Алдында ғана Астананың зиратында жерленді. Онкологиямен қатты ауырып қалған. Ажалы жақындаған адамның шерін тыңдамауға арым батпады. Ешкім де білмейді бұл туралы. Арман ғана емес, сіз де сондай екенсіз ғой. Бәрін жасырып, іштей тынып жүре бересіз. Өмірдегі бар проблема содан шығар. Маңызды нәрсені айту керек кезде іштей тына қаламыз. Ал үнсіз болу керек сәтте аузымызға құлып та болмайды. Алыстан келе жатқан көліктің дыбысы естіліп, Мақсат пен Томирис назарын өзіне аударады. Көлік жақындап келіп тоқтап, екеуіне фара жарығы түсіп өшеді. Көліктен ешкім түспейді. Бұл кім тағы? Тойота ма? Ағам ғой бұл, жүрейін мен. Орнынан тұрады. Мен жаңа оқиға жайлы айтпай-ақ қоймын ешкімге. Сіз де Арманға ештеңе айтпай-ақ қойыңыз. Айтқандарым туралы білген қалмайық. Одан да әкеңіз жайлы айтыңыз. Ол білу керек қой. Өзіңіз де ештеңе істемеңізші. Темір тым қауіпті адам. Ешкімді оңдырмайды. Шаманы жетпейді. Сіздің де, Арманның да. Құр босқа мен кесірмен ол көжейсіз. Рахмет тыңдағаныңызға. Енді бәрін өзім шешіп кетейін. Томирис көлікке отырып кетіп қалады. 4-ші сахна аяқталады. 5-ші сахна.
Кешкі уақыт көше бойында Мақсат үйге қарай адымдап бара жатады. Мақсатқа жетіп қалғанда есік ашылып, сыртқа Арман шығады. Артынан Еркебұлан еді. Томирис қайда? Үйінде ме? Барып сөйлесім керек. Мақсат Арманды қолында ұстайды. Сен қазір үйге кіресің, Арман. Сосын бұдан былай Томириске жоламайсың. Тұршы барсың. Қолын сілкіп, Мақсаттың ұстауынан құтылмақшы болады. Мақсат Арманның қолын одан бетер қысып, өзіне жақындатады. Не айтпақшысың ол қызға? Бір ұрып құлатқаның жетпей ме? Онымен үлкен қателік болды, мойындаймын. Сол үшін барып кешірім сұрауым керек. Оған не айтсаң да ештеңе өзгерте алмайсың. Жібер дейді мені. Не істейсің жібермесең? Тағы да ұрасың ба? Орал! Қиқ етсе жұдырық көтеру сен үшін сән ғой. Арманды жіберіп, қолын екі жаққа жаяды. Ең қатты соққыңды жібер, аяма мүлде. Тағы да мүйіз қағыс тұр ма? Сен өшіре қал шының. Еркебұланды бір ұрып құлатады. Қане, күтіп тұрмын мен. Арман оны ұрмайды. Не болды? Аяқ асты агрессияңды ұстай алатын адамға айналдың ба? Бұрылып кете берген Арманның артынан жүреді. Білесің бе, ең негізгі проблема не екенін? Сенің ешкімге керегі жоқ, керегі болмағанды. Я, туған күнің қыркүйекте сенің математикаңды алды есепте желтоқсанның соңында жасалғансың. Жаңа жыл мерекесі кезінде шампан мен шарапқа тойып алған ата-анамыздың төсектегі ақылсыз қатынасы нәтижесінде пайда болдың. Сен о бастан қателіксің. Мақсат аға? Мақсат Арманның алдына шығады. Мамам сені бағып қалған деп бүкіл өмірін ұмытты. Өзін өзі ұмытты ол. Фигурасы да, жұмысы да бәрі құрдымға кетті. Сені өсірген емшегін сүт те шыққан жоқ. Бұның өзі белгілі бір деңгейде белгі емес пе? Неге үндемейсің? Неге үндемейсің дейді. Сен титтейіне мамаңның бар назары өзіңе тартып алдың. Маған да әкемізге де көңіл бөлуіне мұрша бермедің. Соның салдарынан әкеміз жалғызсырап үш қызда болып қатты қиналды. Ақыры ол өзін титтей болсын бағалаған басқа елдің артынан ерді де кетті. Арман, сенің маған да қажетің болған жоқ. Сен болмағанда біз әлі де отбасы болып қалар едік. Шындығында келгенде сен мамаға да, әкеге де, маған да, Томириске де, тіпті мына жынды Еркебұланға да қажет емессің. Бұл мұжыңның өзі де сенімен мамаңның бастық болуына байланысты дос болып жүр. Бұны алып тастасақ, сенің жаныңда ешкім де қалмайды. Айтшы маған, осыдан кейін кімсің сен қателік болмаған? Мысалы Арман бірінші болып Мақсат тұрып, екеуі төбелесе бастайды. Екеуі төбелесіп жатқанда Еркебұлан алға қарай шығып, мұрнын сүртіп, қалтасынан темекі мен сіріңке шығарады. Бұлардың араларында жүріп қалайша шықпай кетесің? Темекіні тұтатып, ұзақ тартады. Бір жағынан маған жұдырық тигені жақсы болған сияқты. Байқап қарасам, бұл оқиғаға қатысты маңызды кейіпкерлердің барлығы бір соққыш еді ғой. Артынан бір қарап қояды. Ту, не деген энергия деймін де. Не үлкені қоймайды, не кішісі берілмейді. Ағамның да үнімнің де жоқ екенін осы бір сәтте қатты қуанып тұрмын. Жалғыз ғана қарындасым бар, бірақ онымен мен вряд ли мыналар сияқты келешекте төбелес өнерін дәріптеймін. Әрекетсе қарындасым тиктоктан бір пранк, тренд, прикол дегендерді көріп алып, соларды маған жасайды ғой. Ал ондайға көңілге болады. Еркебұлан темекіні тартып шетке кетеді. Арман мен Мақсаттың төбелесі үлкеннің жеңісімен бітеді. Мақсат Арманның екі қолын арқасына қайырып ұстап жібермей тұрады. Неге сонша намыстанасың? Айтшы, неге? Айтқаның бәрі өтірік. Қай жер өтірік? Барып тұрған шындық. Сен күніге осылардың бірін өзіңе ұйықтар алдында айтып жүрген жоқсың ба? Оттапсың. Жоқ, мен сені білемін. Сен шынымен де айтқан сандырағының барлығы шындық деп қабылдайсың. Бәріне өзіңді кінәлайсың. Сен болмағанда барлығының өмірі жақсы болар еді. Солай емес пе? Ештеңе лайықсызбыз деп сенесің. Тағдыр саған бақытты болуға есіктер артынан есіктерді үнемі көрсетеді. Сен біреуге де кіруге батпайсың. Өтірік пе сол? Арманды жіберіп орнынан тұрады. Арман тізерлеп көзі жасаурап отырады. Сен сияқты бола алмаймын. Енді не істеймін? Сен ғой ешіне басыңды қатырмайтын. Бас жусан да қалғаныңды істейсің. Өзіңдікін дұрыс дегенде тоқсаусыз бәрін шұқылай бересің. Боп, айтқанына ақиқат болсын. Мен ақ қателік болайын, мен ақ бұжақ болайын, мен ақ жолы болмағай болайын. Онсыз да бардың ұшын қарапсызбын. Ой, миы жоқ бәле. Сен менің інімсің иттің баласы. Қандай жағдай болса да, мама да, мен де, мына досың да, басқа қыруар адамдар да барлығымыз сені жақсы көреміз. Сенен ешқашан бас тартқан емеспіз, бас тартпаймыз да. Я, мен өз өмірімде қатты көңіл бөліп кеттім, мойындаймын. Мен бар болғаны өз өмірім үшін жауапты адам болғым келді. Бірақ алысқа кетіп сирек келуім, анда-санда хабарласуым сенен бас тартқаным емес қой. Көтеріп ойын жинақтайды. Неге бәрін бас тартпайсыңдар ода менен? Неге жартына соншалықты керекпін де, басқаларына 1% да пайдам да жоқ. Титтей кезінде өз батырда көрген ағамсың сен. Бірақ бүгінде менен қашасында жүресің. Құдайда көрген әкем бірі ауыз сөз айтқан жоқ маған.
тастап кеткелі тек саған ғана кешірім сұрап барды. Ал менші, менен де сұрауда болады ғой, неге менен сұрамайды? Ал томирисші, өзін қадірлеуге, бағалауға, жақсы көруге, аялауға дайын жүрген шын пейілден маған емес, алдап сізге қызғаншақ педофилге ғашық болады. Я, бойы ұзын, күші көп, машинасы да жапсырма, ақшасы да тасып жатыр. Бірақ менің пейілім шынайы ғой. Жарасыздана күрсінеді. Өмірде мама ғана мені керек қылады, бірақ оның өзі баламасы болған үшін. Егер баласы болмағанда ол маған жоламас та еді. Іске асырған түгім де жоқ. Бәрін бүлдірім де жүрем. Бір рет мынау менің балам деп мақтанып ешіне тындырған жоқ мама үшін. Мамамыздың мінсіз баласы сен ғой, мақсат. Қай жерге барсақ та сені айтып мақтанады. Маған да айтады, ағандай емес, неге сондай меқор болмайсың, тырыспайсың, жасамайсың деп. Мен жанды Жапандағы жалғыз досымнан Еркебұлан ғана. Ол болмаса баяғыда кесінен адасқан екенмін. Дым талап етпейді, шарттап қоймайды, ештеңе де сұрамайды. Әйтеуір досым деп жүре береді. Онсына да лайықты емеспін, шыны керек. Білемін, өз проблемаларымен әуреленуде жүремін оны. Бір күні қандай екенді түсініп, менен де тартатын шығар. Үнсіздік орнады. Ешкім ештеңе айтпайды. Кенет тыныштықты Еркебұлан бұзады. Менің көп сөйлейтін әдетім бар. Өздерің де байқаған шығарсыңдар. Бірақ кішкентай кезімде тым жиі артық ezilip сөйлетін. Көп балалардың намысына тиіп, оларды жылатып та жіберетін. Бір күні үстіне соқ төккен бір баланы керек етпеймін бе? Өз ойымда онша артық ештеңе айтпаған едім. Тек бәрін күлдіріп, көңілдерін көтерген. Сөйтсем ол бала үйіне еніліп жылап барыпты. Содан кейін айқай-шу мен арыз жосу бастады. Еркебұлан деген буллинг жасағыш жабазақыр деген әңгіме шықты. Папам мектепке шақырылды, тізілетіп тұрып, маған кешірім сұрады сол баладан. Ұяттан жердің астына кіре жазды. Папам қатты жүйкесі қозды. Ал ол кісі жүйкесі қозғанда, қалай айтсам екен, белдігін шешіп қолына алатын әдеті бар еді. Темекіні бітіріп шетке лақтырады. Содан кейін әлі сөзімді бақылап, өз өзімді ұстайтын болдым. Жыл өткен соң осында көшіп келдік. Жаңа сыныпқа ауыстым, 5-ші сыныптан бастан өзіммен пақалас болдым. Сенің қасында маған тұрысудың да, абайлап сөйлеудің да, басқаша болудың да қажеті болмады, Арман. Сені жамандасам да, саған әзіл ұстасам да, болмаса нәрсе айтсам да көтере бересің. Еш ренжімейсің. Сол себепті де жырмын ғой досың бол. Ал басқалардың барлығы қолайлы болсаң, досың деп қарайды. Бұл туралы маған бұрын неге айтпадың? Ұялдым, қорықтым, ыңғайсыз болды. Дұрыс сәтті келмей қойды. Себебін маңызы бар ма? Себеп табуға деген талпыныс бір күнеліні тауып, соны жазуға деген жасын талпыныс сияқты. Бәрібір спортшының келесің. Екеуің енді ғана 18-ге толдыңдар ғой. Мектепті де әлі бітірген жоқсыңдар. Өмірлерің әлі де алды. Универге түсесіңдер, өліп қыдырасыңдар, ішесіңдер, топастармен ерегесіп төбелесесіңдер, қарызға бешілерінен батасыңдар, ашық боласыңдар, қыздарды жылатасыңдар, сендер де жылатады. Шаршап жұмыс істеп үйренесіңдер, ақша табасыңдар, сосын жоғалтасыңдар, көтерілесіңдер, құлайсыңдар. Бәрі де алды. Мектепті бітіре салып, тасып байыған ең жақсы қызды тапқан, өмірін толықтай керемет қылған жігіт жоқ қой өмірде. Болса да, 1000 адамның біреуі ғана бұйырған тағдыр. Білем Арман, томиристің жоқ дегені бір талай жараны тырнап, ащы шындықты қазбалауға мәжбүр етті. Сол себепті де арақпен бәрін басқым келді. Менің қанымды қайнатып тұрған ол ғана емес? Иә, тек ол ғана емес, бірақ барлығы содан басталып тұр ғой Арман. Сен өз басыңмен томиристі бір көргеннен емденіп алғансың. Қиялыңда ол сенің ең күшті ашына, таңғаларлық жұбайың, ең сенімді серіктесің, тіпті бірнеше балаларының анасы болып кеткен әйелің. Өтіріктеш, Арман, ол ешқашан сендік болған емес. Білемін ғой оны. Білуі рас білесің, бірақ сезіңмен жоқсың ғой. Сен оның жігіті туралы естідің де сол мезетте бар анық түсіндің. Ашуға беріліп, қызға өз махаббатыңды жайып салдың. Өтірікпен солай да шығар. Арман, сен томириске сезіміңді білдірген жоқсың. Сен оны опасыздық үшін жазалағың келді. Макс, менің махаббатым шынайы ғой. Оған күмәнім жоқпын. Адам деген оңай жаратылыс емес. Еркек деген оңай жаратылыс емес. Десеңізші, үшеумізге патушам сөйлесу үшін алдымен төбелесіп алу керек болыпты. Неге қыздар сияқты бір шәугім шай істеп, бір торт алып, әңгіме дегенде экологиялық тұрғыда жібере бермейміз. Әйтеуір бірінші жұдырық сөйлесу керек. Макс, мені өлтіргісі келген адам томиристің жігіті. Иә, білем оны. Томирис айтты. Қызға өлең жазғаныңды жігіті біліп қойып, жазаңды бергісі келген екен. Томирис сол үшін кешірім сұрауға келіпті. Ал сен оның жынына тиіп, айтқан сандырағына сене қалдың. Не істеймін енді? Оның шырық жігіті мені өлтіргісі келді ғой. Жайдан жай қала қоя саламын. Иә, түк білмегенде жүре беру маған да жақпай тұр.
бір әрекетін қылу керек бізге мақсатыға. Ересек бол деп алып, бізді бала сияқты баспаңыз. Не істесек те ертеңге қалсын жігіттер. Дұрыстап ойланып, қалай әрекет ету керектігін асықпай жорамалдайық. Қазір түн жарым өтіп, Томирис те үйіне жеткен шығар. Ағасы жаңа ғана көлігімен алып кетті оны. Арман мен Еркебұлан бір-біріне күдіктене қарайды. Мақсатқа түсінбей қарайды. Не болды сендерге? Томиристің інілері және сіңлілері бар мақсатыға, бірақ ешқандай ақшасы жоқ. Қандай машина алып кетті оны? Қара Тойота. Інісінің түріне қарап, бәрін түсінеді. Жігітінің көлігі ғой. Қыздың сандырағынан мен сезбей қалдым ба? Ертеңге қалдырғандай уақыт жоқ енді. Не істейміз? Мақсат, Арман, Еркебұлан үшеуі бір-біріне үнсіз қарайды. 5-ші сахна аяқталады. 6-шы сахна. Кешкі уақыт. Арманның үйі, асхана. Арман, Мақсат, Еркебұлан үшеуі ішке кіреді. Үшеуі де жігерленген, әрекет етуге дайын, бірақ не істерін білмейді. Ең бірінші кезекте Томирис өз үйінде ме соны білуіміз керек. Бәлкім жігіті қанша жерден оңбаған болса да үйіне жеткізіп тастаған шығар. Ондай қатты сені кіреп тұрған жоқпын. Сонда да көрейік, бірден жаманды ойламайық. Егер де Томирис бірдеңе болса, не Қойшы негативті. Звондап жатыр. Қалтасынан телефонын шығарып, Томириске хабарласады, бірақ алмайды. Томирис көтермейді. Қазір ынысын көрейін. Хабарласады. Алло, Хақназар, қалайсың? PlayStation қашан қайтарасың? Алдында әпкенім үшін деп қанды ұшып сұрады. Досым ғой деп бергенмін, бірақ уақыттың да шегі бар. Мақұл, тағы бір аптада өзінде қалдыра тұрайын. Бірақ алдымен әпкенді телефонға шақыршы. Ей, Хақназар, қойсай, ұйықтап жатыр деген қалай кетті? Оян бар. Үйде жоқ па? Бірден солай айтпайсың ба, адамды алдамай. Ала алмай жатырмын оны. Маңызды әңгіме болып тұр, қайда кетуі мүмкін әпкен? Жігітмен дейсің бе? Көргенсің бе оны жігітін? Жаман біреу сияқты. Так, Сахназар, былай істе. Тағы бір сағаттай күт, содан кейін мамана бар да әпкенің жоқ екенін жігіт жайлы, еріс қылықтары жайлы береді, бәрін де айт. Ей, Хақназар, әпкенен қорқатындай ши болсын ба соншалықты? Қорқпа, жеп қоймайды сені. Ой, айта береді әпкен. Кесіп тастамайды сағыңды. Давай. Телефонды қойып көрейді. Ынысын бұлай қорқытып тастайтындай ол не бүлдірді екен? Мүлде маңызды нәрсе емес ол. Енді не істейміз? Енді жігіт жайлы ақпарат керек бізге. Оның есімі Темір, мен соны ғана білемін. Томиристің ешқандай жан құрбысы жоқ па? Жанса екеуі жақсы дос. Екеуі үнемі бірге жүреді. Бір-бірлерінің қотырларына шейін білетін шығар. Томирис оған шынымен де айтты ойлайсың ба? Біреу бұрыс бірдеңе істесе, Жансай деген талқандап тастайды ғой оны. Айтпаған болса да бірдеңе білуі мүмкін. Мен онымен сөйлесе алмаймын, ол мені жеп көреді. Немі менсібай қарайды. Мақұл, как раз мегабайтын көп еді. Бірақ жеке барып сөйлейсің. Алдында бір конфликт болып қап еді арамызда. Сендерге ол туралы айтуға дайын емеспін. Еркебұлан басқа бөлмеге кіріп кетеді. Мақсат қышқан қатып тұрған еттерді жалып, жартысын Арманға ұстатады. Бетіңе, ішіңе, қолыңа басып ұстат. Қатты көгеріп кетсе, одан да жаман болады. Иә, мамаға түсіндіруді қиындайды. Рахмет. Ағайынды екеуі үстелдің екі жағына отырады. Арман, кішкентай кезіңде Гүлсана деген қызға ғашық едің ғой. Шоколад, чупа-чупс, чипсы әперіп жүретін есімде ме? Яғни маған алдырып, сосын өзің беретінсің. Сол қызға не болды? Білмеймін. Бір күні үй ішімен басқа жаққа көшіп кетті. Оның шынайы махаббат болды деп атай алмаймын. Түріне ғана қызыққан сияқтың әдемі еді. Ал Томирисше, оған қалай ғашық болды? 7-ші сыныпта келді ғой біз мектепке. Ұрысқан заводшы апайымыз болатын, қыздарын шалбар киген. Сол кісі кіргізген сыныпқа алғаш рет. Бір қарағаннан сұлулығынан тәнті болдым. Сол кезде шығар? Ондай көркем шығармашылық әңгімеңді айтпай-ақ қойын. Сұлу қыздар көп қой өмір. Есентайға, Арбатқа, Көктөбеге бар. Бір сағаттың ішінде 100 деген алдыңнан өтеді. Неге нақты Томирис? Қалыңды сұрап келді ғой еге. Мен бір ретте баспалдақтан тайып құлап, аяғымды шығарып алғанда есінде ме? Видео арқылы сөйлескенбіз екеуміз. Сол кезде бір профессорды жамандап еді. Қашан қатын аласыз деп миымды жиып беретін профессорше. Мен оңбай құлағаннан кейін Еркебұлан мені жетектеп ауруханаға апарды. Өзде келіп жүрді, бірақ басқа сыныптастарға бәрібір еді. Тек Томирис қана ұйымдап келді. Бір сэндвич пен сока келді. Қатты дос та емес едік біз. Келгі міндетті болмаған, бірақ келді. Содан бері ғашық шығармын. Еркебұлан атып берді. Қолында телефон жоқ. Өзі бір шама әбжіген. Арман, маманың бөлмесінен бір көйлек алайын. Жансайын түн жарымда көмек сұрап мазаласам, спецификалық талаптар қояды. Түсінбедім. Селфи жасап жүр дей ма? Ой, одан да жаман. Тиктоктың гүлі болып кетпесек болды енді.
Короче, жансаймен әңгіме ұзғағынан болайын деп тұр. Еркебұлан бір бөлмеге кіріп, жемде әйел киімін алып шығады. Андағы көйлекпен шықпашы мына жерге. Ондай травманың қажеті жоқ маған. Ой, кросдрессингке өзінде құлшыныс ұрып тұр еді. Папа не істемесе болды, көрмей-ақ та қойсын. Әйтпесе сонда артыма қойдырмайын өзін жағынсын. Еркебұлан телефоны тұрған бөлмеге кіріп кетеді. Осындай достың болғаны не деген бақыт. Саған өзім қызғанып отырмын, шынымды айтайын. Арман көреді, сосын қайтадан ұмаяды. Томирис мені жек көре ме енді? Ол қазір неше түрлі нәрселерді сезінуде, бірақ қыз сені жек көреді деп айтуға келмейді. Көңілі қалды сенен, сол рас саған деген жалынды махаббатты сезіне алмады. Жоспарлаған ойым мүлде іске аспады ғой. Бәрі басқаша болу керек еді. Ойлаған ғой, анонимді түрде өлі жіберемін. Ол кім екен деп таңдады. Сосын Инстаграмға, ТикТокқа, чаттарға тамсанып, кім жазғанына қызығып салады деп. Сосын гүл жіберемін, шоколадты клубника жіберемін, сүйікті әншісінің концертіне билет әперіп қуантамын. Кейіннен екеуміз бітіру кешінде вальс билетедік. Сол кезде сезімді білдіріп, кездесуге шақырғым келген. Бәрі мінсіз өту керек еді. Ол кезге дейін мен оны досы болып, жақсы жігіт екенін де дәлелдеп шығар едім. Әйел киімін киген Еркебұлан атып шығады. Қолында телефоны бар. Мақсат пен Арман оған тесіп қарап қалады. Ренжіме досым, психологтың ақшасын өзім-ақ төлеп беремін. Бірақ алдымен оператор болуым қажет болып тұр. Жансай маған осы көйлекпен билеп тұр, ән айтып видеоға түсіріп жіберсін дейді. Ағым түскен видео болсын деді. Ол ондай видео не қылады? Білмеймін, мұнайғанда қарап, көңіл күйін көтеретін шығар, әйтеуір әбден қорлайын деп тұр ғой. Не мәселе екенін түсініп тұр ма ол қыз? Берші телефон өзім сөйлесейін. Ой, бәрібір болып тұр оған. Томирис екеуі қырылып қалыпты жақында ғана. Өзі оған жаман ренжіп. Не болып қалды оларға? Жансая біліп қойған Томирistің жігіті туралы. Томиристің өзіне айтпаған. Біреумен сөйлесіп жүрмін деген, бірақ 30-дағы еркек екенін бөліспепті. Жансая ақылға салуға қанша тырысса да, сен түсінбейсің біздікі шынайы махаббат. Одан бәк сезім жасқа қарамайды деген принцессамыз тыңдамай қойған. Ақыра Жансаяға да біраз нәрсе айтып тастаған ғой. Қандай қасиет тауыпты бұнда адамға Томирис? Мейлі түсіру керек болса түсірейік сол видеоны. Бірақ Жансая шынымен де біле ме екен, қайдан табуға болатын Томиристі? Бір локация бар екен. Соның күні менің жынский көйлекпен дүнге құс әнін айтып болып тұр. Басқа ән жоқ па? Сүйікті ән екен. Әні бөлмеге барып түсірейікші Арман. Маман келіп қалса ұят болады. Билегеніңді көре алмайтын өкінішті әрине. Арман мен Еркебұлан шығып кетеді. Мақсаттың телефонын шырылдайды. Алло, мама, бәрі дұрыс па? Келе жатырсыз ба? Жауап естиді. Жоқ, қона беріңіз әріптесіңіздің үйіне. Кеш болып кетті ғой, сіз жетем дегенше түннің бір уақыт болады. Уайымдамаңыз, мама. Тамақты істеп қоямыз, кенжеңіз аштан өлмейді. Ой, мама, қайдарын айтпаңызшы, мен неге ренжуім керек? Мүлде олай емес, мама. Иә, сөйлестім, біраз жақсы әңгіме болды. Қорқатындай жаман нәрсе емес екен, бірақ зейін салатын нәрсе. Жоқ, Арман, бұл жерде бұзақ емес, жаман жолға түсіп кетпеген. Керісінше, сондай адамға ұрынып қалған байқаусыздар. Енді сізді қинағысы келмейді де. Мама енді ол есеп қалды ғой. Кішкентай бала емес, ыңғайсызданады. Жарайды, мама, ертеңгі арғы күні мен жүзбе-жүз отырып, дұрыстап сөйлесейік. Жақсы, қайырлы күн. Арман мен Еркебұлан қайтып келеді. Еркебұлан өз киімін киіп шығады. Ас үйдегі бір бұрышта тығулы тұрған арақты шығарып, ыдысқа кішкене ғана құйып сіңіріп алады. Олай қарамаңызшы Мақсат аға, я и стакан заслужил. Солай ойлаймын. Арманның қолындағы телефонға хаттар келеді. Смайликтерім ки, жұлдыз боласың, қыздардың бәрі сенікі болады. Мақұл, таратса тарата берсін. Спордан жеңілгеннен деп түсіндіремін бәріне. Жап-жақсы айттым әнді. Биді норм еледім, кітарский болса да. Жүргеновке түскенде плюс болып та қалады. Жарайсың. Әкеңе барлығын артынан өзім түсіндіріп беремін. Ол риза болады деп ойлаймын. Көрерміз онысын. Арманның қолындағы телефонға тағы хат келеді. Жіберді мекен жайды. Оншалыс жер емес, жалға беретін коттедж дейді. Әлгі шүрек бұл жерді жалдап, Томиристі апарып жүрген көрінеді. Жасы 32 екен. Кеттік онда, күнәрі. Үшеуі еш толыққанды сенімді қалыпта шығып кетеді. 6-шы сахна аяқталады. 7-ші сахна түн ортасы, бір коттедждің ауласы. Еркебұлан, Мақсат, Арман үшеуі шығады. Арман телефонға қарап қойған. Бірдеңені мұқият оқыды. Әне тұр машинасы. Коттедждің жарықтары да жанып тұр. Демек, осы жерде. Қандай жоспар бізде? Есікті тоғылдатып, машинасын қалып, телефонда зарядка жоқ, сіз арқылы звондап алайықшы деп айтамыз ба? Әлде басқаша әрекет істейміз бе? Адасып жүрген адам болған дұрыс қой. Телефон өшіп қалған. Біреуіміз оны солай шығарып алсақ, кейін қолын қайырып алған жеңіл болады. Досым, сен менің телефонымнан не оқып жатырсың? Жансая жазған хаттарын қыз бір
біршама есалам болса да зерттеушілік қабілеті зор екен. Темір туралы кәдімгідей ақпарат тапқан ғой, әбден сұрастырған сияқты. Бәрібір де бір қорлады ғой ол мен. Не жазыпты соншалықты? Бізге тура беруге болмайды, әрекет ету керек. Мына ақпаратқа сүйенсе, Темір деген психикасы нашар адам, іс-әрекетін болжау мүмкін емес. Өзім тоқылдатып жынды қылайын мұнда. Сіздер шабуылға дайын тұрыңыздар. Сен әңгімемен арбап тұрғанда біреуміз басқа есіктен кіріп, томиристі ертіп шықсақ қайтеді? Басқа есіктер жабық тұрса ше? Ол жабық, ойламақпын. Сіздерге есікте жақын, бірақ көрінбей жүру керек. Дайынсыздар ма? Ауламен жарты жанып, үшеуіне жарып түседі. Екінші қабаттағы кезден томиристің дауысы естіледі. Бірақ ол өлсе де, жігіті де ортаға шықпайды. Менде бәрі жақсы, Мақсат мырза. Алаңыз кете беріңіздерші. Бәрі дұрыс па, томирист? Ешқандай жарақатың жоқ па? Аман саумын, шын айтам. Қайтыңыздаршы, өтінемін. Жігіттің қайда томирист? Сақыршасы әңгімеге. О, дәл өзі де көрінді. Қайырлы кеш, Темір мырза. Жасырмай айтайын, шын өмірде сіз одан бетер урод екенсіз. Еркебұлан! Жына тимей тұрсашы, томиристке не істеп жүрсе? Сізді түсіну қиындау болып тұр маған, Темір мырза. Керемет машинаңыз бар, мынадай зәуір көтітші жалдауға ақшаңыз да бар. Демек қаражаттан қысылмайсыз. Жап-жақсы жұмыс істейсіз. Бәлкім табысты бизнесім де бар шығар. Түріңізге қарасам, бойыңыз да ұзын, денеңіз де шымы, спортпен доссыз ғой деймін. Бірақ қалайша мына бір қалтасында көп тиыны жоқ, бар нәрсенің мамасы алып берген, тыңдардың түрлі бір кәдімгі аз, ынжық баланы өзіңізге конкурент көріп жүрсіз. Қалайша мына сұлу томирист осындай бейшараны таңдайып деп қорқа бересіз? 18-дегі баланың жанында өзіңізде титтей сезіндіңіз бе? Оның пистолеті бар, қашыңда. Екінші қабаттан үшеуіне де оқ атылады. Бірақ шертеке, Мақсат пен Еркебұлан бір ағаштың арты жағында. Арман машинаның арты жағынан қылады. Оларға қарай бағытталған тағы оқ атылады. Жаным, қойшы, есіңді жейші, өлтіресің ғой оларды. Қыздың қатты шапалақ жеп құлап түскені және жылай бастағаны естіледі. Дәл осындай әңгіме айтпай-ақ қойсаң болмайтын бе? Қайдан біліптің пистолетті бар екен? Расына-рас шоққа ұсыныс тастап, далаға шығарып адам деп ойлаған. Осы сәтке дейін басың күш түседі ғой, немене аяқ астынан аңқау болып қалды. Жабындаршы аузындарыңды. Екінші қабатқа қарайды. Ей, Темір, естіп тұрса мені, өткен жолы ұрып тастап едім ме, есінде ме, ренжіме, пышақпен мені түтмекші болған адамға сіз деп сөйлей алмай тұрмын. Мен бір нәрсе айтқым келіп тұр саған, мұқиятымды апал. Мен қазір шығамын, тек тыңда мені. Сосын атып өлтіресің бе, өзің білесің. Арман, жап аузың. Арман қолын көтеріп, жарыққа қарай аттан шығады. Мақсатта шығып, бірақ оны алып кетпекші болады. Бірақ Еркебұлан мүмкіндік бермейді. Тапанша атылмайды. Мен сен туралы біраз мәлімет білемін, Темір. Телефонына бүткіл өмір баянына жіберілді. 100% толық емес шығар, бірақ сенің қандай адам екенін де түсінуге болады. Темір, біз екеуміз кәдімгідей ұқсас екенбіз. Жалғыз басты ананың тәрбиесіне өскенсің. Кішкентайынан мама сені тым қатты жақсы көріп өсірген екен. Өз бетінше қателік жіберуге, сол қателіктен үйренуге, проблема шешуге мүмкіндік бермеген екен. Үнемі жағдайыңды жасап беріп отырған екен. Бала күннен беріп тіл алудың қажетін, сабақ оқудың маңызға басына әбден сіңірген адамсың. Солай емес пе? Сол себепті университетте қана білім алуға көңіл болдың. Ешкіммен араласпадың да, сөйлеспедің де, қыдырмадың да. Достарың да болған жоқ. Ұстаздар ғана сені жақсы көрді. Бірақ бітіргеннен кейін не істеріңді білмей абдырап қалдың. Солай ғой, көмек сұрайсың десең, еш бір досың жоқ. Жұмысқа тұрайын десең, сұхбат кезінде дұрыстап сөйлесе де алмайсың. Елдің бәрі таныстарымен кіріп алған, ал сен ешкімді білмейсің. Мамамнан бастап барлық жақындарын үйлен дейді, әке бол дейді, адам бол дейді, ал сен өмірде не қалайтыныңды ұқпай жүрсің. Ешкім де саған түсіндірмейді. Сөйтіп, әйтеуір дегенде бір жұмысқа тұрасың, бәлкім өзің тапқан шығарсың, бәлкім мамам кіргізген шығар, маңызды емес. Әйтеуір жұмыс таптың, істей бастадың, ақша жасадың, өз-өзіне шектеу қойып, қаражатыңды күшейте, көлік алуға, үй алуға, әйтеуір бір мақсаттарға жетуге зейін салдың. Солай осыдан асын аяғынан тура бастадың. Енді әйел алғың келді, отбасы құрғың келді. Құрдастарыңның барлығында әйелдері бар, 2-3 баладан бар, ал сенде оның бірі де жоқ. Қызбен сөйлесін тек көрмегенсің, қол ұстасып та көрмегенсің. Махаббат тақырыбына келгенде сән әлде іштей жас баласың. Солай емес пе? Диссонанс па, я Оздан асқақ кепкек болсам да жас түйін әлі де жас. Өзінде мүлде ересекте сезінбейсің. Оздағы әлдерді қарайды алмайсың. Бұлардың барлығы сенің көздерде тәтелер мен апалар, әдемі дынамдары жоқ. Өтірік айтқандарым, сөйтіп бір күні томиристі жолықтырасың. Әдемі, сұлу, ашық, жарқын ақылды керемет қыз.
Иә, сен 30-дасың, ол 16-ла. Бірақ жүрегіне әмір жүрмейді. Иә, өзгелер сені педофил деп ойлайды, бірақ сен педофил емессің ғой. Сен бар болғаны ерте есейіп кеткен 16-да болса да, менталды түрде өзіне құрдас қызға ғашықсың. Мектепті бітірген сәтінде ақ үйленіп алу жоспар қойдың. Бірақ жүрегіне түніне күдіктене бересің. Солай емес пе? Табиғи саған өз махаббатың туралы қанша айтса да, дәлелдесе де, бәрін істесе де сене алмайсың. Ақыры қайдағы бір бейшара оған өліп арнайды. Өлең Томириске қатты ұнайды. Сені соған қанын қайнатады. Солай ма? Мен сені түсінемін, Темір. Сенің бар қалғың ел қатарлы адам болу. Жападан жалғыз қалғың келмейді. Томиристі жақсы көресің, отбасын құрғың келеді, адал күйі болғың келеді. Бірақ Темір, бір сәтке қарашы жанында жатқан қызға. Саған махаббатпен қарап тұрма, әлде зәресі ұшып құрып тұрма. Өтініш, Темір, бұл жұтқа айналмай қойшы. Бұдан Томирис бақытты болмайды ғой. Сен де бақытты болмайсың. Өтініш, ойланшы, жібеш қызды. Бәлкім де сондай шанс болар. Бәрі де жақсы болар бәлкім. Тыныштық орнайды. Бір мезетте оқ атылып, тура Арманның кеудесіне тиеді. Томирис шыңғырады. Мақсатта інісінің атын айтып айқайлайды. Арман үшін ұстаған қалпы құлап түседі. Сахнадағы барлық жарық сөнеді. 7-ші сахна аяқталады. 8-ші сұрақ. Күндізгі уақыт. Астана қаласындағы кофехана. 7-ші сахнадан кейін арада бір жылдай уақыт өткен. Ортаға еркебұлан шығып, көрермендерге қарайды. Кешіріңіздер, құрметті жиналған қауым. Сіздерге өзектен тақырыпты көтерген қызықты де тұңғиық оқиғаны баяндап бердік деп ойлаймын. Осымен аяқталды. Қайда берсеңіздер болады. Қайтқан нес? Финал қайда? Не болды Арманға оқ тигеннен кейін? Өзің қайда шығып кеттің? Қызықтырып, еліктіріп, уайымдатып тұрып айтып тұр едің ғой. Қайда кетіп болдың? Менің әкем хабарласып қалды. Ол кісінің звоногын игноруға жүгіруге болмайды. Өте ол ауыр күні. Ал оқиғаны қалай бітірен білгеніңіз келсе, онда ертең кешке 8-де келіңіздер. Міндетті түрде айтып беремін. Болса ғой. Қай аталдан көріп, сюжетті қызық жерден бітіре салады. Кинодан көрдім. Кинодан клиффхенгер деген терминді білесіздер ме? Көркем шығармаларда, фильмдерде, сериалдарда, комикстерде сюжетті ең қызық жерінен бітіреді де. Жалғасын кейінге қалдырады. Google-дан қараңыздар, немесе ChatGPT дегеннен сұраңыздар. Ал күймеге қойсақшы ертең. Онда маған не болғанын ешқашан да білмей етесіздер. Шешім өздеріңізден, құрметті көрермендер. Бүгіндікке мен болдым. Оншақты көрермен қойылым залынан шығып кетеді. Еркебұлан жанында Мақсат пен Аружан шығады. Кофехана клиенттер өзінің арқанда көбейіп жатыр. Еркебұлан, бірақ мынау тым қатал тәсіл емес те, бір талай ренжіп кетіп қалды ғой саған. Жарты бөлігі келеді ғой, не болды ақыры деген сұрақ оларға тыныштық береді деп ойлайсыз ба? Келетін адамдар достарын ба, әріптестерін бе, әйтеуір тағы да адамдар да ерте келеді. Мен бұл оқиғада бір нәрсені түсіне алмадым, шынымды айтайын. Жақында ғана күйеуім атанғанына сүйкімді Арыстанның айтуынша, ол сені итеріп жіберіп, інісіне жүгіріп барған. Оқ тиген жарасын басып, жедел жәрдем келгенше ояу қылып тастаған. Бірақ тамыр еді, темір еді, Мақсатты неге атпады? Ей маманың келіні, маған оқ атылған көңілің толмағанда интонация қайдан шықты? Енді өзің бастап айтпайсың ғой сол сәттерді. Інім қолында өлейін деп жатты, еске алғым келмейді. Кенет Арманның дауысы естіледі, өзі де ортаға шығады. Бұл ақпаратты мен бере аламын. Қалайсыздар? Досым, абрикосым. Арманмен құшақтасып амандасады. Бұтыға дайындық не болып жатыр? Біздің заманымызда біршама қиын болып еді. Сендерде қалай болады екен? 2 ай бойы комада жатқанда олай бетінде баспай қойшы досым. Бір сыныпқа қалып қойған өзіме де ұнамайды. Қалайсың Еркебұлан, жақсың ба? Сәлем Жеңгетай. Өзіне құрдас қызға жеңге деген біртүрлі екен негізі. Мұнда не істеп жүрсің Арман? Еш хабарсыз келіп алатын әдет тауыпсың ғой. Жан, ініңді көргенмен деген қуанышың осы ма? Күліп, құшақтасып, қал жағдай сұрасуға болады ғой. Ой, бұларда ондай нежность деген жоқ. По душам сөйлесер алдында конкретно бір төбелесіп алу бар, мойындау керек. Мойындау демекші, сен өзінің салған суреттерінде көрсетемін бе жұртқа. Маған бір жіберіп едің ғой. Міне, Жеңгетай, қара. Телефонын ашып, көрсете бастайды. Комик жанрда салған ғой. Маған оқ тиген кейінде көтеріште болған жағдайды сипаттаған. Керемет салынған менің ойымша. Міне, мынау Томирис, ал мынау Темір. Қараш Томирistің эмоциясын. Зәресі ұшып қорқып тұр мына жерде. Сосын маған оқ тигеннен кейін қорқынышы жоғалады. Мына жерде батылды артып, тумбочканы ручканы алып, Темірдің аяғына тығады. Еркебұлан сенен таза боевик болып салыпсың ғой. Осы уақыт болғанда сурет салатын әуестігім бар екен. Тура осылай бола қойған жоқ, бұл тек сенің қиялың ғой. Енді примерно қалай болғанын түсінуге мүмкіндік береді емес пе? Сізге
сізге оқ тимеуі, томиристің үйден қан болып шығуы, сосын жедел жәрдемнің армандағы емес. Темірді алып кетуіне осы иллюстрация ғой. Қолымдағы сағатына қарайды. Мақұл, кетейін мен. Жатақханада 10-ға дейін кіріп үлгермесем, комендант Нұрай тәтенің ұсқыныс тоқылмарын мақтау керек болып. Желание жоқ ондай. Өмір жойы жүргенікке түсем де шабытқа тапсырғанына әлі таңғаламын. Шынымды айтайын. Енді алматы үйім ғой. Үйде қалсам ересекке айналуым қиынырақ болар еді. Жақсы онда, көресеріміз. Еркебұлан кетіп қалады. Мен саған чай келейін, Еркебұлан, бірдеңе жейсің бе? Мені ұйықпай деңгей. Наконец-то! Мақсаттың қатаң түріне қарап. Қазір келемін. Аружан шығып кетеді. Арман мен Мақсат бір-біріне қарап тұрады. Өзімнен бір сөйлесу үшін келдім мен. Комадан тұрғалы дауысымды ғана естідім ғой телефоннан. Тойыңа да келуге мүмкін болмады. Кешті сол үшін. Бірақ сендер демде жасап жіберемісіңдер. Өліммен әбден күрестің ғой сен. Өмірдің маңызы туралы кәдімгідей ойландық содан кейін. Артық уақыт құртуға менде құлшыныс болмады. Кел, отырайық. Мамамен сөйлестім мен. Маған оқ дегеннен кейін әбден қырғызбадыңдар. Біраз нәрсе айтылады ғой, әсіресе әкеміздің марқұм болған туралы. Иә, соған қатысты біраз айқай-реніш айтылды, бірақ татуластық, түсіністік. Не ғой Арман, сен де мені кешірші, әкеміздің өлімі туралы саған айтуым керек еді. Иә, айтуым керек еді, бірақ олар болды ғой. Мамам да біліпті ғой ол туралы. Бірақ ешкімге айтпады. Иә, комада жатқаныңда ол да белгілі болды. Неге ғана тиісті кезінде сөйлеспегенбіз, өзім де білмеймін. Бірдан-бір өкпелеп жүре бердім. Әкем хат қалдырыпты, мамаға берген екен. Мамамыз әкемізде қанша жерден жек көрсе де хатты құртпады. Маған да берді. Қалтасынан конверт шығарады. Ашқан жоқпын хатты, не жазғанын да білмеймін. Көрмедің бе оқып? Оқығым келмейді, бірақ құртуға да батпай жүрмін. Ашық оқуым керек сияқты, бірақ ақыл есе қалағымды көңіл қаламайды. Сен де бола берсінші. Бір күні дайын болсам, өзінен алып оқырмыз. Жақсы, менде ақ болсын. Інісі сұлған конверт алады. Маманың қалай? Бәрі де дұрыс. Жақында біз болашақ туралы сөйлестік. Түркияға оқуға кетем дегеніне раз болмады, бірақ қабылдады. Мен кеткеннен кейін жеке меншік театр ашуға көңіл бөлетін айтты. Бұрыннан бері арман сол менің. Ал мен ақымақ, мамамның ешқашандай арманы жоқ. Мен өз өмірімнің мәні қылып алап деп құрдан-құр ойлап жүр екенмін. Баяғыда сөйлескен болсақ, шетелде оқимын деген арман үшін ұя бермес едім. Неге ғана сұрағанын о басты? Қорқыныш қой. Томирис туралы не естуің бар? Халық жағдайы қалай екен? Білмеймін. Есімді жиғаннан кейін бір рет келіп кеткен ол. Біраз сөйлестік, түсіністік. Содан бері мүлде байланысы жоқ. Қайда жүр, аман ба, жан танышықта тапты ма, дам көріліп жатыр ма, білмеймін. Жағдайы жақсы шығар деп үміттенемін. Ол ең жақсыға лайықты ғой. Мен қызды құтқарып, герой болғым келді. Істеген ісімді жуып шайғым келді солай. Бірақ ол өзіне құтқарды. Абьюзерге қарсы тұруға батылдық таптың ғой сенің артыңда. Ол да маңызды деп ойлаймын. Томиристің сені кешіргені де дұрыс болыпты, қуаныштымын. Кешірген жоқ ол мені. Сұрадым одан кешірімді. Бірақ қуанарлық жауап болмады. Ешқашан кешірмейді деді. Бірақ жек көрмейтін де айтты. Дұрыс адам болуға тілек білдірді. Соны өзіне рахмет. Шынымды айтамын. Мен жүрегімнің бір бөлігін оның кешірім қалаймын. Лайықты емеспін. Кешірілуім керек сияқты білмеймін. Әлі де ойламаймын. Томиристі. Жоғылып қалса, араласып кетсе, жұғып бұл алсақ деп. Бірақ оның дұрыс емес қой. Қорықпа, Түркияға кеткеннен кейін жаңа өмір басталды. Томиристі де ақырындап ұмытасың. Қыздық жоқ дегені ақыр заман емес қой. Өмір әрмен қарай жалғасады. Бәлкім сен түріктің қызымен махаббат құрып, мамамыздың есінен қалдырасың. Қазақстан кейін табылмады ма осында? Арман мен Мақсат бір күліп алады. Арман, сол күні Темірге айтқандардың бар ғой? Білмеймін айтқанымды. Жұмыс істеп жатырмын ол бойынша өз-өзімен. Қолынан келіп жатыр. Бәрі де жақсы болады менде. Бірақ сонда да айтқым келгені сен Темір емессің. Біз ұқсаспыз деп айттың ғой оған. Сен ондай емессің ama. Рахмет сөздеріне. Бірақ агрессиямды ұста алмай мен де ұрдым ғой Томиристі. Ұқсастығы жоқ дегеуді келмейді бұл жерде. Ол мені қызғаныштан ұрып соқты, бірақ атуының себебі қорқыныш емес пе? Оның жүрегіне үңіліп, шындыққа мен ғана көрдім. Ол содан қорқып кетті. Сен өз ісіңе өкініп жақсы адам болам деп жүрсің. Ал ол болса қазір түрмеде жатыр. Әлі де басқаларды айыптайды. Мен десем барсың ғой, Макс. Еркебұлан бар, мамам бар, жеңгетайым да қосылды жақын адамдар қатарына. Сендердің арқаларында дұрыс жүруге шамам жетіп тұр. Ал Темір болса, оның қасында анасынан басқа ешкім жоқ. Кейде аяқта кетемін, кейде жек көремін, өзім де білмеймін. Ол туралы ойлай берме. Өз өміріңе зейін сал одан.
Арманның көзіне жанбай тұрған лампа түседі. Маған не болады? Арманның лампаны бұрай қылған кезде ол жанып кетеді. Мақсаттан ғана қалады. Сенің келуің керек болған екен ғой. Түсінбедім. Жай маңызды емес. Аружан поднос көтеріп шығады. Чай, медовик, чизкейк және круассан. Мақсатқа қарайды. Барлығының құнын өзің төлейсің. Кофе ғана сенікі ғой жұндыз. Жеңгетай, айтшы, мына жердің иесі екінгі ағамна қанша уақыт жасап келген? Ой, одан да алғаш ескен сәттегі реакциясы туралы айтайын. Үшеуі отырады да әңгімені жалғастырады. Жақында музыка ойнап, олардың әңгімелері естілмей кетеді. Шымылдақ ақырындап қалады. Сегізінші сынақта аяқталады. Соңы. Режиссерді аяқтаған әдеке. Дамир Амантайды ортаға шақырамыз. Біздің драма кезеттің фестивалінің ұйымдастырушы тарапынан мынандай тамаша сыйлықты сувенир ретінде дайындап сізге орындық және сіздің ескі біздің әрі сахналық іс-әрекетіміздің әрі қарай жалғастырыласыздар. Ал құрметті тыңдармандар, көрдіңіздер ұзақ кешегілері тыңдап жатқан, оқып жатқан пьесалардың ішіндегі ең ұзақ пьесалардың бірі болса, қалай өздеріңіз сезіндіңіздер? Көрермендерді бірден мен тыңдаған сияқты болды. Мен шын айтайын, мен Дамир оқыған жоқ екен саны сарапшылар өздеріңдер, эксперттер өздеріңдер болады. Сондықтан да мен қызыға тыңдап отырдым және текст алдыма қойып қарап отырдым. Шында да детектив айтуға болады, детективтік. Сіздің мына кино сценарийіңіз бен кинодраматургияны бітіргеніңіз және театрда істегеніңіз. Бітіргеннен кейін театрға келіп жұмыс істеп жүріп, осы біздің алдында бірнеше осы неде драма кезеттің волонтер болып істегеніміз. Көрініп тұр, біздің қатарымыз көбейіп жатыр. Сондықтан да Дамирді құттықтағымыз келеді, мынау алғашқы дөң көлемді шығармаларының бірі. Өздеріңіз қазір пікірлеріңізді айта отырсаңыздар, уважаемые гости, перевод был на русском языке, правда, очень мелкий текст, не знаю, успели, не успели прочитать, но в принципе интересный текст. Я думаю, есть вам сказать о сегодняшнем вот этом чипке. Дамир, сізге ең соңына қарай береміз. Қазір біз залды тыңдасақ. Залдан сұрақ қоятындар, болмаса жаңағыдай өзінің пікірін айтатындар бар ма? Оля. Мне кажется, это дорама. Потому что события идут просто вот на 3 месяца сериала. Давид, мне кажется, это для вас... Я сейчас, я понимаю, что драмарафон это для вас был челлендж, написать пьесу на страницу, да? Когда есть вот этот огромный формат жанра. Я на самом деле хотела вопрос только один вам задать. Оправдываете ли вы Армана? Я Армана. Нет, лично я не оправдываю Армана. Я поэтому сделал так, чтобы Тамилис его не прощала. Но она и не ненавидела ее, то есть она решила двигаться дальше в своей жизни. И то же самое вывод сделал для себя и Арман, он тоже решил двигаться дальше. Я лично такое поведение не оправдываю. Я не говорю, что это надо принимать и прощать. Я просто исследовал возможность вот этой вот, исследовал агрессию и причину вот такого поступка, которого парень может совершить в отношении девушки. Спасибо. Почему важно мне было это услышать? Потому что мне показалось, что в тексте
Но как бы для меня было недостаточно понимания того, что Арман не прав. Хотя объективно он, конечно, не прав. Я увидела как бы оправдание того, что он тоже жертва, и поэтому он вроде как какое-то свое крошечное право на возврат этого насилия имеет. Вот, поэтому мне важно было услышать, что вы как автор не оправдываете. Спасибо. Все-таки, когда сам являешься мужчиной и в то же время не делать так, чтобы это было в некотором смысле невозможно. Я сам являюсь мужчиной, поэтому я пытался посмотреть на эту ситуацию как мужчина. То есть я не хотел быть палачом, я не хотел быть обвинителем, но в то же время я не хотел быть симпатизатором. Есть такое слово, не знаю. Я не хотел быть сочувствующим, я пытался максимально быть нейтральным, но это для меня первый опыт пера, поэтому получился, не получился, это на ваш суд, на суд всех. Ну, будем стараться и разрабатывать психологию персонажей куда детальнее, куда правильнее, куда в соответствии с изначальным целью, которая у меня была. Мне показалась интересной та история того, что как бы Дамирис, да, девушка, которая по сути говорит о том, что она живет в любви, что у нее все окей в семье, и то, что она, как бы, ее братья, что она под такой защитой находящийся человек все-таки попадает в такую ситуацию, где как бы ее парень обиден. Но как будто бы здесь вот разрушается вот эта история с тем, что ну, как бы из хороших семей обычно девушки, они такие, ну, как бы, знают себе цену, грубо говоря, да, там, никогда не попадут в какую-то плохую ситуацию. А здесь как будто бы, ну, да, короче, никто не застрахован, грубо говоря, от того, чтобы попасть в лапки вот к такому хорошему человеку. Тогда менеджерде ана микрофон. Сіздерге рахмет үлкен қойылымға, актерларға рахмет және авторға рахмет. Меніңше бұл жақта жақсы идеялар, ойлар қозғалған, яғни мәселелер қозғалған, абьюзер туралы, жалпылама қыз бен жігіттің қарым-қатынасы, достардың қарым-қатынасы. Бірақ менің ойымша бұл қойылымда шынымен ақпарат тым көп сияқты. Яғни қай жерге, қай кейіпкерге көп фокусты жасағыңыз келді, мен соны түсінбедім. Және менің ойымша бұл жақта кейіпкерді осы бір кейіпкерді фокусқа алып, оны көбірек ашуға уақыт бөлуге болады деп ойлаймын. Және осы жақтағы бір тематиканы шығарып, оны бір сценарий қылып шығаруға болады деп ойлаймын өзім. Бірақ ойлар және жалпы қозғайтын мәселе жақсы. Рахмет. Менің ойымша қыз мына жердегі жертва образы сияқты қалып принципе, но и в то же время она сама не понимает тот факт, что она жертва. И вот вы же говорите, например, о том, что там хорошие условия дома, братья, там, она растет в любви, в заботе. Но и в то же время как будто бы қызы сол бір қуты қашып қалып деген сияқты дөрекі айтсам ренжімеңіздер, бірақ сондай сияқты көріп қалдым. Мен қазір мына жерде микрофонды режиссерға ұсынғым келіп отыр. Оқылым режиссері және осы оқылымда жігіттер қыздар. Мынау ситуация, сіздер жаңа баяндап оқып берген. Қаншалықты, насколько это было вам интересно? Как режиссер вы хотели бы реализовать нас с такими молодыми ребятами? Ну, когда мы читали с ребятами, из-за того, что пьеса про молодых людей, и сами ребята, ну, моложе меня, это было интересное обсуждение. Впервые, наверное, в моей практике небольшое уже было так.
этот персонаж типа Пикми, да, или там, кринж, да, или краш, или это было интересно, потому что они по-своему реагируют на эту ситуацию, и вот это вот как-то меня тоже позабавило, что я вот подумала, как классно, что есть, да, вот современные драматургия про молодых людей. И то, что в тексте, вот, я не слышала реакцию зала на какие-то маты, хотя они все равно очень красивые, мне кажется, вы сделали, мне кажется, потому что сам автор очень интеллигентен. Но потому что это правда, ну, то есть и зритель, мне кажется, должен понимать, что современный язык даже еще более острее, наверное, даже мне хотелось еще чуть острее, наверное, потому что они разговаривают совсем не литературно, ну, в жизни, да, когда мы с ними что-то ведем обсуждение или даже когда репетируем, то есть они притом очень интеллигентные, прекрасные ребята, но все равно сейчас другая эра. И во-вторых, наверное, мне как режиссеру вот заметил этот момент, что действительно сложно было из-за того, что много событий, событийный ряд, причем приходится на одно вот, на вторую часть пьесы, и это действительно выглядело больше как сериал, либо, как ребята сказали, казахша фанфик, то есть им вот эта тема больше подходила, да, то есть это вот такой вот какой-то сериальный движ, когда ты зачитываешься комиксом, а потом что-то начинает много-много происходить. Как режиссер это интересно стоит, но проблема была в другом, что здесь несколько мест действия, и вот этот момент, ну, мне кажется, здесь классно поиграться с разными режиссерскими решениями, художественными решениями, потому что, например, я вот сделала как ТВ-шоу, потому что, мне кажется, вот из-за того, что много событий на самом деле, ну и какой-то вот такие персонажи, да, которые говорят, я люблю тебя, я не люблю тебя, это тоже интересно, когда они друг другу это в лицо говорят, они прячутся где-то. Но мне кажется, вообще можно... это даже прикольно, то, что с одной стороны это сложность, когда и в Астане, и в Алмате местодействие происходит время разное, то есть в один день, потом ночью, еще утром, на следующий год. Но с другой стороны можно это интересно решать. Но для меня было ощущение, как для режиссера, что это все-таки больше похоже на сценарий. Инстаграм-сериал. Инстаграм-сериал назовем. Да. Ну почему нет? Ну почему бы и нет? Но было очень весело, да. Мне кажется, ребятам тоже. Еще один челлендж был учить нам казахский язык, потому что мальчики молодцы, но, например, не все очень хорошо им владеют, но они прям очень старались, мы прям занимались в день 4 часа. Вот, ну, то есть это не только разбор пьесы, это разбор языка, и мне кажется, это классный челлендж был для нас. Вот. Спасибо большое за автора, за эту возможность. Тамилис, да? Тамилис. Вот тамильские сұрақтарын келіп отыр да, вот как бы осы барлық мәселені осы перипетия дейді ғой, әр оқиғаның несінің бәрі осы тамилистің төңірегінде, осыдан туындап отыр. Тамилис қаншалықты өзіңізді сезіндіңіз? Осы жаңағы әлі кәмелетке толмаған, енді толайын деп тұрған тамилис қаншалықты өзіңізді шынайы сезіне алдыңыз сахнада? Орысша айтсаңыз қалай өзіңіз білесіз? Шынымен де пьеса кезінде біз басқа оқығанда өте көп событиялар болып тұрды. И мен ойлағанмын, что вот бәріне осының тамилистің төңірегінде осының бәрі болады деп қайта айтады. Не үшін тек қана барлық проблема тамилистке қадалып қалды десек те болады. Тамилисті сезіне алдым ба деп сұрап қойып тұрсыз ба? Мүмкін, потому что көп жағдайлар болады шынымен де өмірде, когда қыз өзінен үлкен адаммен жүреді, қасындағы өзімен жасты балалардан ештеңе сезіне алмайды. Ондай көп болады, бірақ менің өмірімде ондай болып көрмеген. Сол үшін мен толыққанды тамилист болып та ала алмадым мүмкін. Бірақ кейбір моменттері болды, өзіммен өмірмен салыстырғанда келіңкіреп қалады. Ал бұлай толыққанды сезіндім деп айта алмаймын. Сайма сіздердің ойнаған, оқыған нелеріңіз, рөлдеріңіз, текстеріңіз? Мен үшін негізі мақсат бұл пьеса негізінде де драма. Үлкен аға ретінде көрінеді. Менде де сондай бар шығар деп қоямын деп. Өйткені мен де өзім кіші інілері, қандастарым бар. Бірақ бұл жерде менің ойымша мақсат өзінің басқа қалаға барып өзінің, яғни әкесі жоқ, бірақ солмен болса да
басқа қалаға барып өзінің өмірін ары қарай дамытып өмір сүргісі келді. Енді мақсатта жазық жоқ, арманда азық жоқ, білмеймін енді. Бұл жерде қалай айтсам болады. Мақсат келгеннен кейін екеуі арман екеуі отырып сөйлескен кезде бұл жерде мақсатты да түсінуге болады, өзінің проблемалары болды. Арманда түсінуге болады, екеуінің арасындағы қиқылжың барлығы бір мезетте жиналып жаңағындай бір мезетте атады. Бірақ өзінің бойында мақсаттан қарасам, мен көңіл бөлемін негізі. Бұл нәрді оқыған кезде басында маған ең қызық нәрсе, бұл жерде ойлап тұрсақ, ең басты геройлар, ең басты кейіпкерлер бізде ол арман, томирис, мақсат, ертеман. Ең басты енді арман мен томиристің арасындағы қарым-қатынастар жайлы. Бірақ та оқи келетін болсақ, бұл жерде тіпті томиристің кіші ісінің арасындағы қарым-қатынасы, Еркебұланның өзінің үйінде әкесінің бала кезде қатал болғандығы жайлы. Осындай тек қана басты внимание барлық тек қана басты кейіпкерлерге емес, барлық кейіпкерлерге бөлінгені маған өте қатты ұнады. То есть әр кейіпкерді осылай жаңа жақтан түсінуге болады. Және де маған өзіме енді удивить еткен қатты таңғалдырған жағдай ол 30 жастағы 30 асқан педофил кісінің ойлау тұрғысын арман аяғында айтуы. Мен ойладым, арман бастан аяғына дейін енді бұл үлкен кісі түсінбей өтеді деп. Бірақ аяғында арманның сол темірді түсініп, темірдің бар ситуациясын балалық шағынан дейін осы ойлау философиясын барлығын айтқаны мен өте қатты таңғалдым. Осыны сіз тоже жазғаныңызға удивительно. Шынына керек, осы пьесаны оқыған өзіме қатты ұнады. Осы пьесада бір емес бірнеше проблема, көптеген проблемалар алынып отырған соң мен өзім үшін өте жақын болдым. Біріншіден айта кететін проблема ол мен ер адамдардың бұл өмірде басқалардың ойлары, басқалардың отношения к себе дегендей ер адамдарға қалай қарайтынын бәрін көрсетіп ашып бергеніңізге көп рахмет. Және осы ситуацияны ала тұрып, оның қасына жаңағы педофилдық ойда қыздардың кейбір қыздардың ақаулығын барлығын көрсетіп ашып айтқаныңыз үшін өте жақсы пьеса деп шынымен айта алар едім. Бұл жерде өз басым енді бұл пьеса кино ойнауға өте әдемі келетін сияқты. Кино кезінде соңғы жағында историяны орта жолдан тоқтатып қалғаныңыз және оны асықпай артық түсіндіргеніңіз оның өзі өте әдемі етіп, сол сценарийде өзіңіз көріп, өзіңіз жасағаныңыз өте жақсы болды. Осы жазған пьесаңыз үшін көп рахмет. Пьеса үшін көп рахмет. Жаңа арман соңында темірдің әрекеттерінің психологиясын түсіндіріп өтті ғой өз тұрғысынан. Бірақ дегенмен мен үшін темірге ешқандай реплика бермеймін деп шешті сол кезде. Қалай сұрақ қалай? Ешқандай реплика, яғни өз тұрғысынан ешқандай сөз бермеген себебі. Темір мүлде сөйлемейді ғой соңғы финалда. Сұраққа жауап. Тағы бар ма? Пікір айтатындар? Онда авторға берейік. Баршаңызға рахмет. Тыңдағандарыңызға сіздерге тырысып қазақ тілін үйреніп сізге де рахмет Аружан ханым. Мына университет бергеніңізге. Негізі темір кейіпкерді шығарады деп ойламадым. Негізі шығарыпсыз. Енді не себепті маған екі сұрақ қойылды. Не себепті жазуға қандай себеп түрткі болды деген енді бұл жерде мен екі нәрсе айтқым келеді. Біріншіден үнемі өзімнің тақырыбымды көп табуға тырысқан адаммын. Өйткені менің ол басқа түсінгенім бұл мамандықтан бұл драматургияда жалпы жазушылыққа екіншісі бірінші түсінгенім сен өзіңнің тақырыбыңның не екенін анықтап алмасаң сен шынайы жаза алмайды екенсің. Өйткені жалғандық сезіліп қалғанда сен мына тақырып қызық болады ғой деп таңдап сол тақырыпты жазсаң бұл тақырыпты сен шынайы аша алмайсың. Өйткені ол тақырып саған жақын болмауы мүмкін. Ал жалғандықты оқып отырған адамда, көріп отырған адамда ол әрдайым сезіп қояды. Сол себептен мен үшін қандай тақырып маңызды болды, мен үшін
қандай тақырып өзекті болады деген сұрақ мені жылдар бойы мазалады және де мен таптым деп ойлаймын. Сол себептен мен оны ең басында тақырыбымды жазған ең жақшаның ішінде жазып мен сенімсіздік туралы айтамын деп. Осындай сенімсіздік, ішкі комплекстер, осының барлығы жалпы менің тақырыбым екенді мен қозғай бергім келетін мәселелер екен. Енді қазіргі сәтте солай сездім. Сол себептен мен нақты осы туралы жазғым келді де, ал нақты осы шығармаға не түрткі болды дейтін болсақ, бұл барлығына түсінікті жағдай деп ойлаймын. Өйткені осыдан бір жыл бұрын елімізде өте қатты оқиға болды. Салтанат Нүкенова қайтыс болуына, қалай қайтыс болуына байланысты оны барлықтарыңыз да білесіздер, ол барлықтарыңызға әсер етті деп ойлаймын. Және осы процесс мені де бейжай қалдырған жоқ, мені де алаңдатты. Және мен де бұл процесті түсінуге, ұғынуға тырыстым, өз бетімше ұғынуға тырыстым. Өзге адамдардың, өзге білікті эксперттердің, тіпті біліксіз мүлде сөйлеуге қақылары жоқ адамдардың да тиктокта түсіндіріп жатқандарын тыңдадым. Неше түрлі сөздерді, түсіндірмелерді, әңгімелерді естідім. Соның барлығы ақылдап келе келді де осы шығарманың жазылуына мен итермеледі береді санау. Бұл шығармада мен ешкімді ақтағандай келмеді. Мен бұл шығармада фокусты еркектерге қойғым келді. Өйткені мен әйелдерге қойғым келмеді. Өйткені мен әйелдің жанын түсініп, әйелдің жанын сездіре алғандай етіп жаза аламын деп ойламаймын. Мен өзім ер адам болғандықтан кейін мен еркекті жаза алатын сияқтымын. Сондай хақым да бар деп ойлаймын. Сол себептен мен өз пьесамда негізгі кейіпкерлер етіп, негізгі фокусты ер адамдарға қойдым. Бүткіл егер де қараған болсаңыздар мен именно нақты атап айтқан кезде осы басты ағайындыларға көбірек зейін қойдым да мен томиристің психологиясына, томиристің өміріне екі ағайындымен салыстырғанда терең үңілген жоқпын. Мен оны әдейі былай кішкене жанама қалдырғаннан, өйткені оны мен түсіндіруге хақым бар деп ойламадым. Былай мэнсплейнинг дейді ғой, сондайға кіріп кеткім келмеді. Сондайға кетіп қалуы мүмкін деп ойладым да. Сол себептен мен фокусты ер адамдарға көбірек қояйын деп шештім да. Сол себепті осылай таңдадым. Ал не себепті темір кейіпкеріне реплика берілмеді, не себепті темір кейіпкер ретінде қарастырылмады дейтін болсақ, мен оны ақтағым келмеді. Кейіпкер ретінде мен оны шығаратын болсам, мен оны дауыс беретін болсам, мен оған симпатия беру керек болады. Өйткені кейіпкерді сен жазып отырғаннан кейін сен оған өзің симпатия бермесең, сен оны шынайы етіп шығара алмайсың. Ал егер де мен темірді кейіпкер ретінде шығаратын болсам, мен оны жақсы көру керек болады. Ал мен өзім оны жақсы көру керек тұрған жоқты. Сол себептен менің түсінігімде ол бір алыстағы бір зұлымдық болып қалу керек сияқты. Ол тура негізі Джон Толкин деген жазушыны өзінің әйгілі Сақиялар әміршісі роман трилогиясын жазған кезде де Саудың кейіпкерін әдейі Джон бар, бірақ та Саудың ешқашан да кітабының бетінде көрсетпейді ғой. Өйткені ол алыстағы бір зұлымдықтың зұлымы деп көрсетеді болды. Мен сол сияқты темірдің сондай болып қалғанын қаладым. Өйткені мен оны кейіпкерге айналдыратын болсам, бұл реальный болады. Мен оны бір симпатия тудырарлық бір қасиетті беру керек болады. Ал менің түсінігімде ондай адам ешқандай да симпатияға лайық емес.